Ұнаған қыз болса бізге айтпай үйленіп аласың ғой өзің деп ше. Біреудің аманат қылып алған қызын көшеде жылатып тастап кетпейді. Оның ішінде орамалдағы қыз, намазхан жігіттерді көріп жатырмыз да. Бұл өте үлкен қылмыс негізінде шариғатта. Шариғат өте ауыр мәселе. Немесе бұл жерде жігіттердің әлсіздігі болып тұр ма? Қазір әлеуметтік желіде TikTok болсын, Instagramда болсын, трендте болып жатқан сұрақ. Ол махр, біреу үй сұрап жатады, неше түрлі өз ойына келген нәрсені сұрап жатады да, гелік сұрап жатады дегендей. Сол неке қиылатын кезде қыз балаға сыйлық беріңдер дейді. Оның ішінде де бәрі күмән бар, қалай болар екен деген сияқты. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ұзақтан бері күткен арнамызда подкасттан бастадық. Мынау жалпы бүгінгі біздің қонақтарымыз бойдақ, әлі отбасын құрмаған бойдақтарды арнайы мен шақырдым. Менің оң жағымда отырған мынау Арнұр мырза және мына жағымда Бауыржан мырза. Шынайы болсын деп, арнайы осы бойдақтардың сұрақтарын барынша осы түсірілімде ашуды жөн көрдік. Ал бойдақтар қауымы, қош келдіңіздер біздің арнамызға. Қош көрдіңіздер. Шынайы осы сұрақтарды қоюға келгендеріңізге Алланың нұры жаусын. Осы түсірілімнің арқасында Құдай қаласа қаншама бойдақтарымыз және өздеріңізді керемет бір жан ұясын құрып, керемет бір отбасы болуларыңыз Алла нәсіп етсін. Енді сол көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңызды қойсаңыздар, соған қарай бүгін арнамызды бастасақ. Ал бисмилля ұстаз. Бірінші подкастымыз құтты болсын. Көрермендерге ассалаумағалейкум. Жалпы ұстаз, бойдақтардың атынан Арнұр екеуміз сұрақтарымызды дайындап келдік. Бірінші сұрақ, енді бойдақ болғаннан кейін қызды қалай таңдау керек білеміз. Өзіңіздің кітабыңызда «Жан ұясы» деген кітабыңызда оқығанбыз бағандай. Қыздың бірінші иманына, отбасына, тектілігіне қарау керек деп теория жүзінде білеміз. Бірақ практика бойынша қалай болады ұстаз? Сол практика жүзінде қызды қалай таңдасақ болады? Біздің болашақ жарымыз енді айтқанда иманымыздың жартысын қалай өмірде таңдасақ болады? Соны бір өзіңіз айтып берсеңіз. Енді мынау Бауыржан інім сізге айтарым. Жалпы Алла Құран кәрімде «Тоба лакум минан ниса» дейді. «Фанкиху ма тоба лакум минан ниса» деген аятта мағынасы Алла айтады, өздеріңе ұнаған қыз балаға отбасы құрып үйлендір дейді. Бірінші мәселе, ол қыз бала ұнау керек болған. Өйткені қыз бала ұнамаған болса, бұндай сұрақ қойылмайды. Мен кейде әзілдесіп жігіттерге айтып жатырмын, ұнаған қыз болса бізге айтпай үйленіп аласың ғой өзің деп ше. Демек осындай сұрақ қойылып жатқан болса, ол қыз ұнаған жоқ демек. Егер жаңа айтқандай шынымен ұнап тұр, бұлай бір қараған кезде сыртқы келбеті, шыққан тегі бәрі ұнап тұр, бірақ соған қарамастан тағы да қандай қасиеттеріне мән берейін деген сұрақпен келіп тұрған болса, бұл сұрағыңыз, онда әрине адамзаттың асыл тажы сүйікті пайғамбарымыз хадисінен басталады. Мынандай 4 түрлі қыз балаға қызығып үйленеді деп айтқанда, яғни жігіттердің таңдаған осы 4-дің біреуі болып шығады. Жаңа руханияты бар қыз бала, мансабы бар, немесе көрікті, немесе жаңағыдай бір лауазымды бір кісінің қызы деген сияқты. Бірақ бұл 4-еуі де бір қыз баланың бойында жиналған болуы мүмкін. Бірақ хадисте айтып тұрғаны, сіздер осы руханияты бар қызға көбірек осыған көз салыңдар деп тұр. Өйткені мынау қалған 3-еуі уақыт сағат келген кезде, былайша айтқан кезде модадан қалады. Оның көркі ақырындап кететін уақыт келеді, оның саудасында бітетін уақыт келеді. Ал бірақ имандылық, тақуалық деген руханият, бұл ешқашан былайша айтқан кезде модадан, трендтен қалмайды. Әрдайым қыз балаға көрік беріп тұрады. Әрдайым сол тақуалығы болашақта сол отбасы құрған кезде де жаңылыспастан дұрыс таңдау жасағаныңды өзіңе серпіліс беріп тұрады. Енді Алла Құран кәрімде сол қыз баланы егетін егінге теңеген. Мынау асыл тұқымды дәнді адам көрінген жерге екпейді. Демек, сол асыл тұқымды таңдап атқан егістік ол қыз бала екен. Енді мынау қазір қарап отырмын, ер азаматтарсыздар, бірақ бұның екінші жағы да бар. Мысалға, дәл осы сұрақты қыз балалар да қоюға да хақысы бар.
қыз балаларда жігіттің қандай қасиетіне мән берейін деген сияқты. Жігіттерге дәл осы 4 нәрсені айтқымыз келеді. Руханияты бар жігіт бар, бойы ұзын, көркі бар жігіт болуы мүмкін, кәсібі бар жігіт болуы мүмкін, лауазымда жігіт болуы мүмкін. Қыз балаларға да айтарымыз, осы 4-еудің ішінде оның руханияты бар жігітке әрине келісім берсе жақсы болар еді. Бұған дәлелім мына пайғамбар алейхиссаламның әрі күйеу баласы, 4-ші халифа деп айтып жатамыз, Али ибн Аби Толиб деген сахабаға бір кісі келіп осыны айтқан. Менің бойжеткен 2 қызым бар, оған көп кісілер құда түсіп қызым қолын сұрап жатыр. Солардың қайсысына келісім берейін деген кезде ана кісінің айтқан жауабы ұстазының: сол жігіттердің қайсысы руханият тақуа болса соған беріңіз деп айтқан. Неге десе, өйткені бір кезең келіп сіздің қызыңыз жаңа жігітке бір ұнамай қалған сәттер болған, көңілінен шықпай қалған сәт болған кезде де, бірақ оны былайша айтқан кезде көшеге қалдырып, қызыңды жылатып, ондай қиянат жасамайды деп айтқан. Демек, жігіттің бойында руханияты болса, тақуалығы болса, біреудің аманат қылып алған қызын көшеде жылатып, тастап кетпейді. Неге? Ол Құдайдан қорқады. Ал егер жаңағыдай руханияты жоқ жігіт, бірақ мансабы бар, немесе көркі бар, немесе ақшасы бар жігіт еді, соған бола қызығып, қыз бала тұрмысқа шығуға да болады. Ал бірақ болашақта жаңағыдай бір кикілжің болып қалған кезде, мүмкін ол жігіт сабырсыз, мүмкін ол жігіт жауапкершілікті қатты сезіне алмайды әлі. Сонымен жаңағыдай өмірінің жартысына келген кезде жаңағыдай болып айырылысып жатуда бір жақсылыққа апармайды да. Соны жаңа айтқандай, бұл сұрақты қыз балалар да қоя алады. Айтарымыз, әрине, адамзаттың асыл тажы пайғамбарымыз осылай деп айтты ма, демек сол жерде бізге береке бар. Демек, ер азаматтарда қыз баланың ең бірінші руханиятына мән беріңіздер. Руханият деп тұрғанымыз не ол? Руханият деп тұрғаным обал сауапты біледі, ұятты біледі, дәстүрімізді біледі, тарихымызды біледі, дінімізді біледі, әке көрген тәрбиесін, анасының сондай не бір жақсы мынау қазақи дәстүрдегі үйреткен тәрбиесін көрген қыз бала ғой, руханият деп тұрғанымыз. Ол қыз бала мүмкін намаз оқиды, мүмкін намаз оқымайды. Яғни тек қана намаз оқиды, қызы ғана руханият деген қыз деп айтылмайды. Мысалы, қыз бала әлі намазға келмеген болуы мүмкін, Алла намазға келуін нәсіп етсін. Әрине намазға келсе нұр үстіне нұр. Бірақ кейбір қыз балалар бар, ибалы. Әлі намаз бастамаған болса да, бірақ бойында тұнып тұрған руханият бар. Жаңа айтқанда сабырлы, үлкенді сыйлай алады, үлкен әженің қолында өскен қыз бала да. Сосын руханият деп тұрғаны осындай жалпылама құндылықтар ғой. Енді ер азамат, өздеріңіз намазхансыздар, сондай қыз баланы да болашақта қолынан жетектеп намазға келуіне де себепкер болуға осындай күш салсаң, әрине нұр үстіне нұр болады. Құрметті жастар, жалпы бойдақтармен біздің талқылап отқан тақырыптарымыз негізінде мынау жанұясы кітабының бірінші бөлімі негізінде. Сол жанұя кітабының бірінші баспасында көпшілігіміз қолымызға тимей қалды. Соның бәрін ескеріп, біз екінші баспаға тапсырыс беріп, аллаға шүкір кітабымыз шықты. Сол төмендегі сілтемеге өтіп, толық ақпаратты ала аласыздар. Және осы айтылып жатқан осы ақпараттарымызды да сол кітаптан барынша сурет терең көре алатын боласыздар. Сіз осы тұста тағы бір сұрақ болып тұр да. Енді жаңа айтып жатыр ғой, қызды қалай таңдау керек деген осы процесте қазіргі таңда, осы заманда қыз бен жігіт жүру процесі басқаша болып жатқан секілді. Дінімізде негізі жаңа үшінші тарап болу керек деп жатады ғой. Бірақ та қазіргі таңда үшінші тарапсыз-ақ кездесулер болып жатыр. Оның ішінде орамалдағы қыз, намазхан жігіттерді көріп жатырмыз да. Бұл енді бергі жағы, одан арқысы кездесуде бір-бірінің қолынан ұстап, құшақтасуға дейін жетіп жатыр да. Енді олардан енді сұрасаң, бұл бола ма деген секілді сұраққа жауаптары бәрібір үйленеміз ғой дейді. Екі жақ ата-аналар біледі, бәрібір үйленеміз, неке қидырамыз деген секілді жауап беріп жатады. Енді бұл жағы негізі дінімізде дұрыс емес қой. Жалпы енді ислам қағидасымен бұны таразылайтын болсақ, әрине сіз айтқандай болса дұрыс емес. Өйткені бұл құда түсіп сырға сайып қойған нәрсені араб тілінде хитба деп айтылады. Яғни қыз бала мен
жігіт шариғат рұқсат береді. Сол шариғат шеңберінде екеуі танысып, білісіп, сөз байластыруға жүруге болады. Бірақ шеңберден шығып кетуге болмайды. Оны жаңа хадисте айтылғандай, екеуі жалғыз қалмасын, үшінші шайтан болады деген. Бірақ жаңағыдай бәрібір құдаласып қойдық, ата-аналарымыз сөз байластырып қойды. Кейбір өңірлерде нан сындырып деп айтады. Нан сындырып, дұға жасап қойды. Енді бәрібір тек қана некеміз қиылады деп әрмен қарай шектен шығып кетуге болмайды. Өйткені неке қиылмағанға дейін демек жаңағыдай қолданыстағы болмайды. Екеуі жеке анау паркте қыдырып талдың астында қараңғы жерде отыруға болмайды. Бұл неке қиылғанға дейін жігіт қыз баланы толық әрмен қарай жалғастыруға хақысы бар, құқығы бар, немесе тоқтатуға да құқығы бар. Қыз балаға да осындай мүмкіншілік беріледі. Қыз бала да жігітпен осындай жүру барысында көрді. Алдын кішкене асығыстық көрген бе еді, кейін жүру барысында, сөйлесу барысында мүмкін жігіт қызға ұнамай қалды. Яғни ол ойлағандай бір жігіт емес анау. Алдын бір көрген кезде бір керемет, бір сері жігіт болып көрінген еді, бір ақкөңіл, мінезі, жайдары секілді көрінген еді. Кейін жүре-жүре мүмкін ол жігіттің басқа қырлары көріне бастады, немесе керісінше. Жігітке қыз ұнаған еді, кейін жүре-жүре мүмкін қызда мүмкін көңіліне шықпай жатыр. Енді бұлар шариғат екеуіне де мүмкіншілік береді. Егер осы жігіт жағы айнып жатқан болса, ол мен неке қидырмаймын, осымен тоқтаймын десе, онда шариғат айтады, қыз балаға берген сыйлықтарыңды сол күйінде қалдырасың дейді. Тағы мүмкіншілік болса, артығымен қосып беріп, көңілін сындырмай, осымен тоқтаймыз деп ашық айтуға болады. Егер бұл айну процесс қыз жақтан болатын болса, қыз жігіт отбасы құруға дайын болып тұр, бірақ қыз айныды. Жоқ, мен сенімен отауласпаймын деді да, онда шариғат айтады, онда жігіттің берген сыйлықтарын қайтарып бер дейді. Бірақ енді ол жігіттер әрине ондайды да ала салмайды. Әрине мен саған арнап алған сыйлығын ғой деп мәрттік қылып алмағаны жақсы дейді. Демек, бұдан айтқымыз келгені, демек, неке қиылғанға шейін екеуі де әлі шешім қабылдай алады, не некелесеміз, немесе некелеспейміз деп. Бұны жерде не даналық бар? Егер жаңада шариғат осыны шектеп тастамаса, оны құшақтап, қолынан ұстап, көпшіліктің алдында көрініп, сөйтіп жүріп айнып қалса, ертең қыз баланың да несі, қыздың жолы жіңішке дейді қазақ. Мына қыз пәленшемен жүргенін көрген, әркіммен жүре беретін қыз ба деген өте жаман нәрсе. Бәріміздің қарындастарымыз бар. Мысалға да әпке қарындастарымыз бар. Ал әпке қарындасымыз әркім сөйтіп паркта құшақтап жүріп кете берсе, ол қалай болады? Оны сіз де қабылдамайсыз, сіз де қабылдамайсыз да. Сонда шариғат бойынша қарасаңыз, бәрімізге тиімді жасап берген да бұл жерде. Яғни бұл жерде жігіттің де кәдімгідей арын сақтап тұр, қыз баланың да абыройын сақтап тұр. Екеуіне де пайда бар да бұл жерде. Яғни бір-біріне қолын ұстамай, жақындамай, шариғат шеңберінде кездескен кезде бұлар қатты көзге түспейді. Бір шеңберде 3 адам болып, үшінші адам келесі столда кофе ішіп отыра береді. Осындай көпшілік жерде отырып, екеуі оңашалып сөйлесіп отырғаны жеке отырған болып айтылмайды. Жанында басқа столдар адамдар отыр, кофені, шайларын ішіп, екеуі бірақ ашық ойларын айта берсін. Бірақ осындай шектеу арқылы, екеуі бір-біріне ойын айту арқылы бұл процесстегі мақсат не? Яғни бір-бірінің жан дүниесін түсіне ме, түсінбей ме? Осымен шектеліп, кейін екеуі шешім қабылдайтын мәреге жетіп барады да. Сосын бұны жан-жағынан қарайтын болсақ, әрине бұл жерде ол қыз баланы да сағын сындыруға болмайды. Жігітті де жаңағыдай әркіммен жүре беретін жігіт қой, мынау келесіде мүмкін ол жігітке ешқандай қыз да келіспей қоюы мүмкін да. Өйткені ана қызбен жүрген көргенім, енді сен маған әңгіме етіп тұрсың ба деген сияқты да. Сол үшін жаңа өздеріңіз айтқандай көріністе болса, әрине қол ұстасып, жаңағыдай орамал таққан қыз балалар, әрине намаз оқып тұрған жігіттерде әрине бұндай шектен шығып олай жүруге болмайды. Орамал тақпаған қыз балаларға да олай жүруге болмайды. Ал некесі қиылып, шариғат бойынша некесі қиылып, отбасы шаңырақ көтергеннен кейін
болды, бұлар ерлі зайыпты өздері қалай жүреді десе еріктер. Жақсы ұстаз, бұл сұрақ түсінікті. Алла разы болсын. Енді бағана бірінші сұрақтың бір жалғасы ойда туып тұрды ұстаз. Бағана текті деген көп адамдар кішкене түсінбей қалады екен. Текті деген ол қалай? Бағана текті деген ол зинадан туылған адам ба, зинадан туылған бала ма, болмаса сол отбасындағы тектілігіне қара деп айтамыз ол бізде. Сол текті деген сол алдындары бір досыммен осы бойынша спор болып қалды. Текті деген қалай деді маған? Тектілігіне қара дейді. Және тағы да сұрақ қойды. Егер де ол адам отбасы текті болмаса еді, яғни әкесі мен анасы зина жасап солайынан туылған бала болса, ол баланың кінәсі не деген сияқты сондай сұрақтар қойды да. Оған болашақта иманды салихалы адам жоқ болуы мүмкін ба деген секілді ше. Сондай бір не болды да. Енді әрине қазақ айтады ғой, мынау көріп алсаң көрікті сынал, көрмей алсаң текті сынал дейді. Жалпы енді тектілік деген не ол? Жалпы тектілік деп жатқан бұл әкенің қаны мен ананың қанында келатқан тазалық. Яғни әкелердің, аталары да, әжелері ана жақтан некелескен кісілер, анасы да мына жақтан шежірлерінде некелесіп жатқан кісілер. Ең бірінші мәселе ол тектілік деп жатқан осы меңзейді. Екінші мәселе бұл жаңағы әке көрген оқ-жонар жігіт, яғни қыз бала анасын көріп тон пішкен қыз. Тектілік деп жатқан мәселе екінші осы. Яғни өсіп өнген әулеттен шыққан балалар олар. Жігіт енді қыз баланы көреді, бірінші боз бала. Қыз баланы текті екенін қалай біліп тұр? Қараса, ата-анасы керемет өсіп өнген және әулетті сол әкесінің айтқаны жүріп тұратын әулеттен шыққан қыз бала. Ол қыздың анасы да сол қыздың әкесіне айтқан екі етпей орында бойын сынады. Мына әкеміз, міне тұлға, міне осы кісі не айтса сол болады деп қолдай беретін анасы бар да оның. Сондай кісілердің қызынан қапы қалмау керек. Неге? Өйткені ана көрген қыз тон пішеді деп жатқаны, немесе қыз бала ұяда нені көрсе ұшқанда соны іледі дейді қазақ. Ол қыз бала да ертең барған жерінде анасы секілді ер азаматына бойынсыну керек екенін көріп өскен бала да ол. Немесе қыз балалардың да хақысы бар. Мына жігіт текті ма, оған мен қалай келісімді беретін дейтін болса да, онда екінші жауабында айтады қазақ, анасын көріп қызын ал, әкесін көріп қызыңды бер дейді. Демек, қыз балада сол жігіттің әкесіне қарау керек. Әкесі сол әулетте үйіріп отырған, бәрін аузына қаратып, балаларына керемет бір үлгілі отқан әкеден шыққан бала болса, онда ол бала текті бала. Тектілік деп жатқанымыз сол. Енді жаңа айтқанда екінші мәселе ата-аналары жаңағыдай некелеспестен, жаңағыдай қосылып қойған болса, одан туылған бала болса деген нәрсені негізінде біз не деп отырып талқылауға хақымыз жоқ. Өйткені ол ешкімнің жанында ешкім жүрмейді ғой. Бұндай алып қашпа әңгіме үшін бұл өте үлкен қылмыс негізінде шариғатта, бұны зина деп айтылады. Зинаның үкімі шариғат өте ауыр мәселе. Бірақ оны нақты ондай болды деп айту үшін де шариғат бойынша 3 куәгер болу керек. Қазидың алдында ол кәдімгідей көтерілетін мәселе да. Сол үшін біз ондай барын жақсылыққа жорып қойайық. Біріншіден ондай балалар туылмай-ақ қойсын. Бірақ болып қойған жағдайда да сондай егер шынымен сондай болып балалар өздерін сөйтіп кінәлап жүрген болса, өзін кінәламасын. Өйткені олардың ата-аналарының істеген былығына баланың ешқандай кінәсі жоқ. Және ол бала тексіз бала, сондай ата-анасының істеген былығына да өмірі бақытсыз болып кетеді деген жауап жоқ ол жерде. Ондай жауап жоқ. Әрине, өйткені оны Алла жаратты ол баланы, ол бала жаңағыдай руханиятпен, білім қуалап, қанымен келатқан тазалық болса, баланың бойында ол көрінеді. Бірақ бұл жерде шариғатта жаңағыдай зинамен жасамаңдар деп тұрғаны, бұндай болашақта қайталанбасын деген үкім ғой оның бәрі. Әрине ондай болмауға шақырамыз, ондай опасыздық жасау болмайды. Кез келген жастар некемен қосылу керек. Кез келген қыз бала босағаны некемен аттап көру керек. Қазақтың дәстүрі бойынша да шариғаттан алынған нәрсе соның бәрі. Ал бірақ жаңағыдай алып қашпа әңгімені еріп, мына қыз тексіз болуы мүмкін, немесе мына жігіт ай осы тексіз ау,
ата анасы сондай болып қалған екен ау деп айтуға болмайды. Ол өте үлкен қылмыс нәрсе. Өйткені айту үшін жаңа айтқандай не үш куәгер, және ол куәгерлер қазидың алдында көтерілетін мәселе да. Сол үшін ол жағына кірмей ақ қояйық, оның бер жағынан қайта берейік. Жаңа айттық қой. Ең бірінші мәселе айтарымыз, қыз баланы көрген кезде ата-аналарын бірге болғанын көруіміз керек. Қыз балада жігітті келісім беретін болса, олардың ата-анасын бірге болғанын көрсін. Бірге болған. Өйткені ол ата-анасы мына өмірде қиын сәттерде бір-бірін қолдап, қандай жағдай болса да айырылыспаған да бұлар. Айырылыспаған. Демек, сонда айырылыспаған кісілердің қызын алу керек, айырылыспаған кісілердің балаларына қыз беру керек негізінде. Абзалы сол. Ал бірақ енді мүмкін жастар бір-бірін ұнатып қалып, жаңағыдай бір түрлі себептермен айырылысып кеткен балалардың дағы үйленуге болмайды деген сөз емес бұл. Кез келген нәрсе бар да, мынау рұқсат, абзал деген нәрсе бар ғой. Мен абзалын айтып жатырмын. Yani абзалы негізінде айырылыспаған кісілердің балаларына қыз беру, айырылыспаған кісілердің қыздарын алу келіндікке. Абзалы сол. Түсінікті, бір өте керемет тақырыптың жауабын берген секілдіміз. И тағы да мынандай бір не бар да, ұстаз. Кезінде енді апаларымызды, аналарымызды тыңдап отырсақ айтады да, мен сенің әкеңнің тек темекі шекпегеніне, ішпегеніне, жауапкершілік ала білгеніне қараймын, сондай ғана талаптарым болған деп жатады да. Ал енді қазіргі таңда кейбір дейік, көпшілікке топырақ шашпай, кейбір қыздардың талаптары өте жоғары болып бара жатыр да, мысалы трехкомнатный квартираң болу керек, көлігің болу керек, кәсібің болу керек деген секілді. Ол енді біріншіден қаншалықты дұрыс, екіншіден бұл енді ер балаларына бір үйленуге деген кішкене жауапкершілік алуға деген қорқынышын одан бетер арттырып жатқан жоқ па, немесе бұл жерде жігіттердің әлсіздігі болып тұр ма, осы тұста қалай ойлайсыз? Иә, біздің жалпы бала кезімізде, есімізде ағаларымыз үйленетін кезде, немесе көршілерден естігеніміз, ол заманда тұр бала жігіт ішпесе, шекпесе, қумаса болды. Демек, ол 90-шы жылдары сол ішімдік деген өте етек алып тұрған кезең еді. Сол ішімдіктің арқасында көптеген зиянды оқиғалар болып жататын, сол ішімдіктің арқасында не бір оқиғалар, жаңағыдай отбасылар қирап жатқан, содан әбден ауыз күйген сол замандағы халық осы бірақ нәрсе келетін. Әйтеуір күйеу бала ішпей ма, шекпейді ма, жақсы жігіт екен деген баға берілетін. Сондай ішпеу шекпеудің арқасында қаншама сол замандағы қыз балалар тұрмысқа шығып, бақытты баянды болып, өсіп өніп үлкен әулетке айналып кетті. Енді Арнұр інім айтқандай, қазір заманда барлық нәрсе өзгерді. Yani o zamanda мынандай iPhone телефондар жоқ еді, қазір iPhoneдар шықты. Демек, бұл заман өзгереді. Қазір күнде қарасақ, Аллаға шүкір, өздерінің секілді мынандай иманды жігіттердің саны көбейіп келе жатыр. Ішпейтін, шекпейтін, қумайтын, Ал бірақ қазір күнде қыз балалардың талғамы, жаңағы Арнұр інім айтқандай, дүниемен, yani дүниесіне қарап отқан болса, онда айып деп айта алмаймыз. Yani қыз бала ол айып деп айта алмаймын. Өйткені онда құқығы бар. Өйткені ол болашақта оның да енді екі жағы бар да. Мысалға, бірыңғай ол қыз баланы әзірден бастап отбасы тұрмысқа шықпай тұрып, дүние қоңыз қуып кетті ме деп баға беруден аулақпын. Мүмкін ол қыз бала өмірде сол жанындағы бір алдында кетіп бара жатқан әпкелерінің, достарының, бір туыстарының, көршілерден ба, мүмкін бір сондай көрді ол. Yani осындай отбасында бір дүние жетіспеушілігіне байланысты ұрыс жанжал болып, соның арқасында мүмкін отбасы бір қираған сәттермен түртіп қойған жері болуы мүмкін да. Сөйтті сол қыз бала кейін өзіне сондай сызып қойды. Мен болашақта осыны тағдырды қайталамау үшін, демек, жігітімнің бойында осындай сипат болу керек. Демек, ол жігіт жаңағыдай ақшасы болу керек, көлігі болу керек, жаңағыдай үй-жайы болу керек деген нәрседе мүмкін болашақта отбасының жақсы болып кетуіне бұл да бір жақсы жағы бар да. Демек, оған дайын болу керек, Арнұр.
яғни қыз балалар қазіргі күнде мүмкін отбасын тіктеліп кеткен осы нәрседе бір септігін тигізіп жатқан болса, жігіттерге айтарым, оны да дайындау керек. Жаңа айттым ғой, 90-шы жылдары ағаларымыз үйлену үшін арағын тастады, темекісін тастады, нашасын тастады, иә? Қой тыныш отбасы құрайын деп. Соған қыз балалар да сондай себепкер болған да сол замандарда. Сондай жаман нәрсені тастатуға. Қазіргі күнде де сондай қыз балалардың талғамында сондай болып жатқан болса, демек соған сұраныс бар деп білемін мына жағында. Енді екінші жағы бар, құптамайтын жерім, қыз бала ниет жаңағыдай тек қана дүние үшін ғана менің жігітте ар жағында ешқандай шаруам жоқ. Мен үшін әйтеуір жігіт машинасы болса, үй жайы болса, ақшасы болса болды. Ар жағы не болса, о болсын десе, оны құптамаймын. Өйткені бұл бүгін бар дүние ертең жоғалады, бүгін жоқ дүние ертең бар болады. Сол үшін барлық нәрсені дүниеге байлап қойып, сол үшін ғана болса, ертең ол жоқ болып қалған кезде қыз баланың да несі арман болмай қалады да. Мен сен дүниеңе бола келгенім, маска шешіліп қалады да, әрмен қарай не болады? Әрмен қарай қалай болады? Олардың өмірлері не болады? Өмірге бала келді. Отбасында бірнеше бала келді. Әрмен қарай не болады? Өмірде қарасақ, қаншама сондай бір алтын жеңгелеріміз бар да, әйел кісілер бар. Яғни түрлі лауазымнан түсіп қалған күйеулері, немесе жол апатына түсіп, жаңағыдай арбаға телініп отырып қалған жүре алмастан. Яғни небір жағдайларға түсіп қалса да, бірақ сол жаңағы әйел кісі күйеуіне кәдімгідей қолдау білдіріп тастап кетпеген да. Демек ол кісілер әу баста дүние үшін тұрмысқа шықпаған ғой. Бірақ ол негізі ол тұрмысқа шыққан кезде дүние болған ол жігіттерде. Бірақ кейін уақыт өте жаңадай бір жағдайға сынаққа келіп қалған кезде мына әйел кісі оны тастап кетпейді. Неге? Сондай бір жақсы ниетпен болған да. Сол үшін жаңа айтқандай бұл жерде ниетті торлау керек біріншіден. Ал бірақ жаңағыдай жігіттерін қамшылау үшін, әрине, қамшылау үшін, яғни мен жігітімді осындай дүниеге деген жаңағыдай аңжықтық болмасын, қолында билігі болсын, дүниесі болсын, балаларымның әкесін сондай мықты болғанын қалаймын, менде сондай талап деп, сондай жаңағыдай оны жігерлендіру үшін болса, әрине құптайтын бір көрініс та. Бірақ қызды балаларға айтарым, енді оны соған қатты отырып алмау да жақсы нәрсе емес. Не бір өмірге құлшыныс, өздеріңіз секілді не бір кәсіптерді бастап, соны ізденіп, мамандармен кеңесіп, өйткені ол кәсіп, дүние деген нәрсе бірден құралып қалмайды ғой. Бұл жай ұзақ процеспен келетін нәрсе. Бірақ қыз бала сол ең маңыз айтарым, жігіттің қозғалыс, өмірге деген әрекеті болса, ол жігіт болашақта соған барады. Өйткені бұның баратқан жолын көрініп тұр, күніге кішкентай қадамдармен үлкен шыңға бара жатыр да ол бала. Бірақ ол шыңға жетіп алған балаларға ғана мен тұрмысқа шығамын десе, онда оның екінші жағы да бар. Кейде жігіттер маған айтады да, жағдайымды бәрін реттеп алғаннан кейін барып үйленейін ба, не айтасыз дейді. Мен айтамын, сен жағдайың бәрін жасап алғаннан кейін барып үйленетін болсаң, өмір бойы Құдай біледі, мүмкін сен қыз балаға міндет қылумен өтесің деймін да. Яғни сен дайын асқа тік қасық боласың деген сияқты. Мен өзім қиналып, көлік алғам, қиналып жүріп, ақша жинап, үй алғам, үйткем, бүйткем. Сен маған қашан қосылдың? Дайын. Дайынға келдің, сен көп сөйлеме деп, мүмкін сен міндет қылып, өмір бойы сол қыз баланың бетіне шығып сол нәрсені. Мүмкін сен отбасыңа сол кедергі болады деймін да. Одан сендер басында бірге болсаңдар, ащы кезінде де, қиыншылық кезде де, жетіспеушілік кезде де бірге өйтіп осы жолмен келсеңдер, ертең сол шыңға шыққан кезде де сөздерің жарасады деймін да. Ертең Алла бәрімізге өмір берсін ғой. Қартайған кезде де екеуі баяғыда квартира жүрген кезіміз, общага мен общага сол бір сүмкемізді көтеріп, көшіп қонып жүрдік қой деп, сөздері жарасымды болады да екеуінің. Бірақ екеуі сол заманда бәрі жеткілікті. Жаңа айтқандай шыңға шықты екеуі. Сондай шыңға шығу үшін жігерлендіріп, қыз балаларға да осындай жаңағыдай талаптары болса, оны мен жоққа шығармаймын. Бірақ кішкене сөзінде көріністе болғанымен, бірақ әрмен қарай образға кіріп кетпесін деп жатқаным ғой. Ең маңызды жігіттің бойында сондай бір әрекет болса болды,
демек ол жігіт оған барады деген сөз. Ол жағын қолдай алмаймын енді. Ол жағын қолдай алмаймын. Өйткені ол әлден тұрмыс отбасын құрмай тұрып жігіт езі болып қалап тұрды. Yani жағдайы бар, байдың қызына үйленсем, мен ашық айтайын, ондай байдың қызын сен алмайсың, оған сен тиесің деймін. Қызға ма? Иә, сен оны алмайсың, ол сені алады деймін да. Әрмен қарай өмір не болады? Әрмен қарай өмір қиын болады. Өйткені ол жаңағы көрініс қыз баланың бойында болуы мүмкін да. Әрине қыздың бәрі Хадижа анамыздай емес қой. Сол себепті қыз баланың бәрі сондай деп айта алмаймын. Бірақ бәрібір де сондай дүниесі бар қыз балаға, дүниесі жоқ жігіттің келуі, бұлардың өмірлері қиын болуы да. Өйткені қазақ бәрін айтып қойған тең теңімен, тезек қабымен. Сол үшін мен жігіттерге айтамын, ондай шынымен байдың қызына шынымен тағдыр қосып бір ғашық болып отбасын құру кезеңі болып жатқан болса деймін, оған үйленуге болады, бірақ сені намыс болсын деймін да. Ондай намыссыз олай болмайды деймін. Сен қызға айт, жақсы, сен әкең алып берген үйге, басқаға бәрі сен өзіңкі, мен оған тұрмаймын. Мен өзім жеке квартира болса да мені жалдап қойдым. Мен сені сол жаққа апарам, некеміз сол жерде қиямыз, біздің үйіміз сол жерден басталады, иә. Бұйырса, дәл сенің армандап жатқан үйге де мен қол жеткіземін. Деп, сол әрекетін өзі бастау керек та. Сонда жағдайы бар жаңа байдың қызының өзі, мына жігіттің осындай қадамдарына олар риза болады. Мына жігіт мен байлығым үшін емес, шынымен отбасыға күресіп, әрекет қылып ғой деп, бұл араларын жақындатпаса алыстатпайды да. Егер жаңағыдай тек қана үйіне кіріп алу үшін, әкесінің лауазымын пайдаланып, әкесінің ақшасын пайдалану үшін ғана кіріп алса, шайтан бар, басқа бар, азғырып, бірақ мына жақта сырт көріністі ондай жігіттер қазақ не деп айтқан, езі деп айтқан. Сол үшін біз қазақ халқында жігіттер әрдайым айтып жүремін, жігіттер езі болмайық, ері болайық деп, иә. Yani өткен бір сөз айтқан деп, еркек бар, ері бар. Екеу екі ұғым. Еркек деген тек қана бұл, мынау ер жаңағыдай орысша айтқан кезде женский, мужской дейміз ғой. Иә. Сол сияқты қана тегі да бұл. Ер тегі, әйел тегі. Сонда еркек. Тек атаулық қана. Бірақ ер деген бұл ерлік қылу, ол бөлек ұғым. Yani жаңағыдай үлкен мақсат қойып, талап қояды да, соған әрекет қылып, өзінің намысы бар, өзінің жігері бар, өзінің кәдімгідей өзінің шеңбері бар. Сонда ерлік деп айтады. Соны жігіттерге айтамын, езі болмаңыздар, ері болып жүріп деймін да, ерлікке шақырамын. Ұстаз, осы тұста баған дүние туралы қозғалып жатыр ғой. Фит дүние деп қойып. Сол енді қазір әлеуметтік желіде TikTok болсын, Instagramда болсын, трендте болып жатқан сұрақ, ол махр. Жалпы қазір ол дінмен жүрсін, дінмен жүрмесін, махр сұрап жатады. Махрға не сұрайсың десең, біреуі үй сұрап жатады, біреуі самолет, джет сұрап жатады. Неше түрлі өз ойына келген нәрсені сұрап жатады, гелік сұрап жатады дегендей. Сол махрдың негізі үкімі қалай болады? Оның мысалы жағдайына қарау керек па? Мысалы қыздар не деші? Мысалы ол жігіт бір айлық зарплатамен 150 теңге зарплатамен жүру мүмкін, бірақ қызға махрға не сұрайсың десе, сұрау мүмкін, 2 комнаталы квартира сұраймын деген сияқты. Соның уақыты қалай болады, және де оның шарты қалай негізі махр деген нәрсенің? Енді жалпы махр бұл Құранда айтылған. Алла тағала айтып жатыр, сол неке қиылатын кезде қыз балаға сыйлық беріңдер дейді. Өйткені бұл жалпы махр деген мағынасы сыйлық деген сөз. Неге? Өйткені қыз бала бәрібір де бұның табиғатында бар нәрсе сыйлық жақсы көреді. Алла солай жаратқан. Және екінші мәселе, бұл махрдың екінші мағынасы, бұл сенімдікті арттырады. Өйткені қыз бала өзінің туып өскен үй жайын, ортасын, ауылын, бәрін тастап, жат жерге кетіп бара жатыр да ол қыз бала. Оның ішінде де бәрі күмән бар, қалай болар екен деген сияқты. Сол кезде шариғат айтып тұрғаны, жігітке сыйлық бер, махр бер деп жатыр. Сол махр бұның көңіліндегі, көкірегіндегі күмәнді сейілтеді. Мен дұрыс шешім қабылдаған екен, мына жігіт сері екен, мәрт екен. Қазірден бастап мен көңілімді аулап сыйлық беріп жатыр деп, олардың арасын жақындатады да ол нәрсе, махр. Енді жаңа айтылғандай,
негізгі бұл мақсат, бұл жердегі ұғым, дәл сол неке қиылып жатқан кезде қыз бала дүниені екі қолыңды салып алып ал деген ұғым емес. Бұл мақсат ол емес. Мысалы, кез келген нәрседе мән мағына бар да. Мақсат ол емес. Енді кейде, дұрыс айтып отырсыз, кейде естіп жатамыз, қыз балалардың алдын жаңа некелесіп қойған әпкелері басқа айтып жатады екен, өміріңде бір-ақ мәрте сұрайтын сұрап қал. Прям сол жерде өміріңде бір-ақ мәрте, ол екінші шанс келмейді саған. Сол жерде айтып қал деген сияқты, олай азғыруға болмайды. Бұл негізінде дұрыс емес ол. Өйткені ол қыз бала өрде ешкіммен ақылдаспастан негізінде махрды өзі көңілінен шығатындай деңгейде сұрайды сыйлықты. Ол жайында пайғамбарымыздың саллаллаху хадисі бар. Сол махрды жігітке салмақ салмайтындай деңгейде сыйлық сұраған қыз бала не деген көрікті қыз еді, не деген ақылды қыз еді деген мағынада осындай хадис бар. Өйткені салмақ салмайтындай деген сөз бар да ол жерде. Енді салмақ салмайтындай жаңағыдай бір алқа сұрады ма, білезік сұрады ма, білмеймін, жүзік сұрайды көбінесе қыз балалар осындай. Салмақ жігітке осындай болмады. Және сол салмақ салмаған көріністегі махрды жігітті және жақындатады араларын. Бұның екінші жағы бар да, жаңа айтқандай үй сұрап қал, көлік сұрап қал десе, бұл нәрсе жақындатпады ғой. Жігіттің көңілінде мүмкін сәл бір суықтық пайда болды. Әзірден бастап менен не сұрап тұр бұл? Көлік сұрап жатыр, дүние сұрап жатыр ғой деген сияқты. Өткенде бір имам бауырымыздан естіп жатырмыз. Жаңағы неке қиып жатқан кезде жаңағы жігітке жаным ашып кетті дейді. Жігітке же. Біріншіден қыз баланың жасы одан үлкен дейді. Жаңа жас бала, 19 жастағы бала, анау қыз бала одан 3 бөлмелі Астанадан квартира сұрады дейді. Анау 19 жастағы бала құлағы қалқайып, ауызы аңқиып, яғни өзінен 3 жас қыз баланың не айтып тұрғанын түсініп тұрған жоқ дейді. Ол мәз дейді. Ең маңызы неке қиылып, анау ғашық болған қызына әйтеуір алса болды. Бірақ қыз бала ана жерде соны айтқанда имам айтып жатыр. Кәдімгідей балаға жаным ашыды дейді. Ол бала әлі көрініп тұр, ешкім жұмыс істемейді. Ол 3 бөлмелі квартира не екенін түсініп тұрған жоқ ана жерде дейді. Куәгерлердің алдында, болды, алып берем, ешқандай проблема жоқ деп, осындай жағдай болды дейді. Сол үшін айтарымыз, бұл нәрсе болашақта бұлардың арасын қалай болады? Өйткені ол ертең болашақта бұл дау-дамай қалып баруы мүмкін да. Қыз бала айтты, анау алып берем деді, куәгерлер бар, неке қиылды. Ол қыз баланың әрдайым көңіліне тұрады, 3 бөлмелі пәтер қайда? Қашан алып бересің? Да. Мүмкін ол жігіт келесі жыл деді, келесі жыл алып бере алмады, арғы жыл алып бере алмады. Мүмкін ол қыз баланың көңілінде анау жүрген эгоист болып шығады ана бір жігіт. Мына 200-ді ма қалай деген сияқты да. Бұл мақсат ол емес еді ғой. Яғни махрдың негізгі мән мағынасы олай емес еді. Бұлардың арасында күмән салдырып, бір-бірін ала көзбен қарататын нәрсе емес еді бұл же. Бұл нәрсе сол ыстық кезінде ең басында темірді ыстығында соқ дейді ғой. Ең қыз бала кішкене қалай болар екен деп тұрған кезде махрды сұрады, жігітке бер, міне. Сөйтіп қыз бала көңіл тыншып, мына жігіт алып берді ғой, жақсы болды ғой деп, табысып кете беретін бір кезең кетті ол же. Негізгі мақсат сол. Негізгі мақсат өрді жаңа айтқандай, бір дүниеге үйлі болып қалу емес. Өйткені ол жігітті мүмкін болашақта мына жердегі айтқан кезең ұмыт кетті да. Мүмкін айту мүмкін. Не істейсің сен 3 бөлмелі үйде деп. Оны қайтесің? Енді пәтер жалдап тұрсақ та үйіміз тұрып жатыр қой мына жақта. Сен 3 бөлмелі үйді өзің жеке барып тұрасың ба не? Оны қайтесің сен деуі мүмкін. Анау айту мүмкін, ода не шаруаң бар деуі мүмкін. Бұл нәрсе не болады? Сөз қуған сайын дауға айналып кете береді. Арасында реніш көбейеді. Реніш, дау-дамай, қызды да көңіл суи бастайды. Сен жігіт деп ойлағаны, мынауың не сен деп ара алыстай береді. Сол үшін махрдың негізгі мақсаты жаңа айтқандай алыстату емес еді ғой. Негізгі мақсаты бір-бірін жақындату еді ғой. Сол үшін әрине қара көздеріміздің бәріне топырақ шашпаймын.
өзім де талай жастардың некесін қиып жүрмін. Қара көздеріміз қаншасы ұялып сұрай алмай отырады. Сол үшін қыз бала сұрай алмаған кезде біздің ханафи мазхабы бойынша ең төменгі деңгей бұл 10 дирхам. Қазіргі курспен есептейтін болсақ, сол 60 мың 70 мың теңгенің көлеміндегі бір құнын шығарамыз. Кейін жігітке соны айтамыз, міне 70 мың теңгелдей көлемде бір сыйлық алып бер, қашан жағдайың келеді, немесе ақшалай қолына бер, өз қалаған алсын деп. Енді 70 мың теңге, жарайды 100 мың теңге деп айтайыншы. 100 мың теңге бұл жігіттерге не салмайды? Қатты ауыртпалық салмады. Ол кез келген уақытта айттырмай ол бере алады ол жігіт. Досынан қарыз алып тұрса да, қолына конвертті беріп кете алады. Сөйтсе қыздың да көңілі тыншыды, жақындатады бұл нәрсе. Осылай әрмен қарай жаңағы аңсаған 3 бөлмелі емес 5 бөлмелі үйді бірге алады Құдай қаласа болашақта. Өйткені 2 жарты қосылып 1 бүтін болды ғой олар. Екеуі бірігіп үлкен белестерді бағындырады ғой негізінде. Мынау осы өмір үлкен бір әлем. Сол әлемде адам жалғыз жүре алмайды. Алла Тағала бізді сол үшін Құранда сендер жұп-жұбымен жараттым деп айтқан. Демек, жұптасқан кезде ғана біздер мына өмірде үлкен мақсаттарға жете аламыз. Яғни мына өмірде адам жалғыз болып ешқайда бара алмайды ешкім. Не қыз бала, не жігіт. Бұлар үлкен мақсатқа жетеді, қашан жұптасқан кезде барады. Сол үшін жаңа айтқандай, бәлкім мынандай нәрсені орандатса екен деймін да, қыз балалар араларында. Сен жақында сол некелесетін кезде махрде дүние емес, сен махрде былайша айтқан кезде білім сұрап қал. Мені оқытам, мені оқыт, білім сұра. Махрде немесе жаңағыдай мынау болашақта баламызды осындай қарилық оқытасың сен. Деген сияқты сондайға байласы бір жақсылыққа жігітті былай жігерленуге байласа деймін да. Мен жақсы махрыме дүние сұрамай-ақ қойын, баламызды қари қыласың бір баламызды. Міне сен неменше маған білім бересің, оқытасың, Нұр-Баракта оқытасың. Міне махрыме осы білімді сұраймын деуге болады. Бізде махр деген кезде сразу дүниеге ойымыз түседі ғой, ұстаз. Махр деген кезде бір зат алып беру керек. Ақшалай, құнды бір зат деген секілді. Сол біліммен де махрды жабуға болады. Өйткені ол жаңа айттық қой, мақсат бұл тек қана дүние емдеу емес қой. Мысалы қаншама руханиятпен бай көңілі, бай жүрген қыз балалар бар да. Материал жағынан дүниесіз болмаса да, бірақ мына жағынан бай қыз балалар бар. Махрде жаңағыдай білім сұраған қыздарды көрдік. Мен оқытсын, махрмен соны сұрайын дейді. Сол кезде ана жігітті мен байқадым, кәдімгідей ана қызға риза болды да. Арасын одан бетер жақындата түсті. Дүние емес, не сұрап тұр ол? Білім сұрап. Білім сұрап тұр. Білім. Мынандай нәрсе болды, мысалға, махрме жақсы маған ешнәрсе емес, мен көрдім өткенде мынау бір оқуын төлей алмай жатқан бір қыз баланы көрдім. Соны оқуын төлеп бер деген сияқты бір сондай бір ізгілікке байлап жатқан қыз балалар бар да. Ана жігітті жақсылық істеуге меңзеп тұр ана жерде. Мен махрымды соған, сен соны төлеп бер оқуын. 1 жылдығын или 4 жылдығын деген сияқты, білмеймін. Сондай қыздар да бар. Осы нәрсе мен байқадым, жігіттер жаңа жігітті несін оятты. Ана қыз балаға деген сенімін тағы да оятты. Мына қыз бала өзінің нәпсісін тиіп тастады да ана жерде. Яғни бір қыз баланың оқуын төлей алмай жатқанын көргенде ол же. Сөйтті де соның ақшасын сұрап тұр ана жерде. Яғни маған ешнәрсе бермей-ақ қой, нағыз сұрайтын махрды мен соған байладым дейді. Сен соны төлеп бер, мен разымын дейді. Деген сияқты, демек қыз балаларға қазір осындай бір-біріне насихаттаса деймін да. Бұл кәдімгідей сол дамыса қоғамда. Демек махрдың жаңағы негізгі міндет атқарылады осылайдан. Сол кезде жігіт қызға риза болады, кейін жігітті соны ана оқуын төлеп сондай әрекет қылған кезде қыз бала жігітке риза болады. Сөйтеді ана үшінші тараптағы ана оқу төленіп жатқан ана кісінің аяқтағы дұға тілегі мына екеуіне қабыл болып жатады да. Яғни бұлардың отбасына берекет кіре бастайды. Өйткені анау кісі жаңағы студент оқып жүрген шәкірт бұларға не айтып жүреді? Дұға тілеп жүреді ғой.
Алла менің оқуыма себепкер болып жатқан осы пәленше түленшелердің некелерін баянды ет, солар бақытты баянды бір отбасы болса екен деп, мысалға. Сондай бір жігерлендіретін нәрселер де бар да қазір қоғамда. Сондай көбірек етек алғанын қалаймын да. Соны қыз балалар соны кәдімгі тренд дейміз ғой. Кәдімгі соны трендқа шығарып, соны жасаса деймін да қыз балаларға. Нұр үстіне нұр болар еді әрине. Ол ұстаз осы жерін кесіп салайын деп тұр ғой. Осы жерін ұйыс қылып салайын деп тұр ғой. Енді неке қиылды, Алланың қалауымен махр белгіленді. Енді дінімізде махрдың уақытын шектей ма? Мысалы, осы уақытқа дейін берілу керек деген секілді, немесе махрдың уақыты белгіленбеген ба? Ал енді ана жігіт махрды алып бермей, бәлки өмірден өтіп кетсе, ол жақ қалай болады деген секілді. Енді махрдың жалпы мынандай уақыт деп уақытын белгілеуге қатты үндемейді шариғат. Бірақ жігітке сол жерде ескертеді. Бұл саған қарызсың, мойныңда қарыз. Қарыз өзі айтып тұрғандай, қарыздан адам барынша құтылуға әрекет жаса дейміз. Барынша. Қалай мүмкіншілігің бар, қарыз жауып тастаса дейміз ғой. Енді әрең айтқандай, жаңа айтқандай, әні берем, міне берем, әні жауып жүрген кезде өзі айтқандай, мүмкін өмірінің соңына шейін барды, сөйтіп төлей алмай егер өтіп кетсе өмірден, онда шариғат бойынша мұра деген нәрсе бар, мирас деп айтылады, мұра. Яғни жігіт қайтыс болса, бұның артында қалған дүниесі мұра бөліну керек қой. Сол ең бірінші мұра қарыздарына бөлінеді. Пәленшеге қарызы бар еді, соны бөлінеді ақша. Кейін жаңа айтқанда махр төленбей келген болса, махрын төлеп таста дейді. Тағы не бар еді? Болды ма бәрі? Енді қалған сол дүниені, енді жаңағыдай соның мұрагерлерінің үлесіне қарап бөліне бастайды. Баласына, қызына, баласы қызға қарағанда 2 есе алсын дейді Алла Құранда. 2 есе үлес көп алады ұл бала. Өйткені оның шежіресін жалғастыратын ұл бала ғой. Қыз бала бәрібір кетеді, ол қыз бала. Тұрмысқа шығып ол басқа әулетке. Сонда Алла Тағала Құран кәрім соны айтып жатыр да. Яғни ұл бала қыз бала қарағанда 2 есе артық үлес алсын дейді да мұрада. Сол үшін әрине Құдай оған жеткізбесін. Бірақ жаңа айтқандай ол махрды, бірақ жаңа айтқандай мынау 1 айдың ішінде төлеп таста, немесе 1 жылдың ішінде төлеп тастауың міндет деген ондай шарт жоқ. Барынша тездет деп әрине айтамыз. Керемет ұстаз, осы махр тақырыбын енді ана жақтан мына жақтан ақпараттар жан-жақта болды, бір жерге жинақтап, көріп отқан адамдарға да бір толықтай ақпарат бере алдық деген ойдамыз. Құрметті жастар, мынау талқылап отқан тақырыптарымыз негізінде мынау Жанұясы кітабының 1-ші бөлімі негізінде. Сол Жанұя кітабының 1-ші баспасында көпшілігіміздің қолымызға тимей қалды. Соның бәрін ескеріп, біз 2-ші баспаға тапсырыс беріп, Аллаға шүкір кітабымыз шықты. Сол төмендегі сілтемеге өтіп, толық ақпаратты ала аласыздар. Және осы айтылып жатқан осы ақпараттарымызды да сол кітаптан барынша сөйлеп терең көре алатын боласыздар. Ұстаз, енді қыздар жағында да, ерлер қауымында да бір мынандай сұрақ бар да. Ерлер қауымынан болатын болса, маған ұнап тұрған, түрі ұнап тұрған қыз, бірақ жаңағы тәрбиесі жағы ұнамай тұрған қызды таңдайын ба? Немесе тәрбиесі өте мықты, бірақ бір көрген кезде махаббат болмады дейді. Екеуінің қайсысын таңдасам болады дейді. Немесе қыздар тарап жағынан да жаңа жігіттерге осындай сұрақ қойылып жатады да. Осы тұста негізі қайсысын таңдаған тұрын, ұнатқан қызды таңдаған дұрыс па? Немесе жаңа тәрбиелі қызды, бірақ уақыт өте келе жаңа сезімі оянуы мүмкін ба ол қызға деген? Негізінде егер таңдауға келетін болса, негізінде жаңа айтқандай ана көрген қыз, ана көрген том пішеді ғой. Негізінде абзалы сол қыз. Енді жаңа айтқандай ұнату, махаббат деп жатамыз, тағы басқа деп жатамыз. Бұның негізінде уақытша бір сезім бұның бәрі. Негізінде қыз бен жігіт бір-бірін ұнатып жатқаны бұл махаббат емес. Бұл шынайы махаббат кейін басталады. Ол ертең кішкентайлы болады, бала шағалы болып, сондай кейде жігіт ауырып қалады, кейде қыз ауырып қалады, кейде балалар ауырып қалады. Жас отбасы екеуі бір-біріне қолдау білдіріп, бір-бірінің орнын басып, кезекпен ұйықтап, сен демала тұр, мен балаға қарай тұрайын. Осы сәттердің бәрі шынайы махаббат оятады бір-біріне. Жігіт қызға риза болады, мына қызым маған жаны ашып, әйелім жаңағыдай демала тұр,
шаршадыңыз ғой деп маған жанашып жатыр дейді. Или жігітті қыздың орнын, әйелдің орнын басып, сен кішкене демалып алсайшы, мен өзім қарайын деген кезде қыз баланың да жігітке деген махаббат оянады да, мына күйеуім действительно адал екен. Осы шынайы махаббаттар кейін пайда болады. А бұлар қыз бен жігіт болып жүрген кезде оны сезім деп айтылады. Бірақ бұл сезім бір уақытқа келген кезде сөнеді. Мысалы өткенде бір жігіттер айтып жатыр да, 5 жыл жүріп, қыз бен жігіт кәдімгідей ешқандай өмірде не болса да айырылыспаймыз, біз қосылсақ болды деп 5 жыл жүріп екеуі отауласып айырылысып кетті дейді. Үйленген кезде, үйленген кейін. Мынау шын өмірге кірген кезде баяғы нем бәрі қайда кетті дейді да. Мен айтамын, ол баяғы махаббат емес, оның бәрі сезім еді ғой. Оның бәрі сезім. Бұлар шын отбасы өмірді бастады. Қараса ол андай өмір жоқ та. Мен айтамын, ондай өмір бойы сөйтіп жүре бер, ол кинода ғана болады деймін да. Кинода бір ертегілерде бітпейтін жыр әнеде. Бітпейтін бір-бірін жаңағыдай не қимастық. Жоқ, олай болмайды. Ол тек кинода оның бәрі. Сол үшін айтарымыз, әрине бұл біріншіден жаңа айтқаныңыздай ана көрген, әке көрген, тәрбиеден шыққан жігіт немесе тәрбиеден шыққан қыз бала болса, бұлар жаңағыдай сезім сөнген кезде де бұлар отбасыға андай жеңіл қарамайды. Өйткені олар үшін отбасы ол үлкен аманат, жауапкершілік. Ол әкесін мен анасын көрген, не бір қиын заманда да бұлар сабыр еткен, бәріне жоқ болса да барды бір-бірін білдірмей, жоқтығын білдірмей, сөйтіп керемет бір өмірден үлкен белестерге жеткенін балалар біледі оны, ата-анасын. Соны көрген балалар бұларды ондай өмірге дайын. Жаңағыдай бір қиын сәттерге түсіп қалған кезде жігіттің кейде саудасы жүрмей жатады, жұмыстан шеттетіліп жатады, денсаулығына байланысты, басқа бір себептерге байланысты кейде жаңағыдай жүріп келе жатқан жүрісінен жаңылысып тоқтай бастайды. Не қыз бала, не жігіт бала, Сол кезде жаңағыдай не істеп кетпейді, бір-бірін тастап кетпейді. Неге айырылысып кетпейді? Өйткені олардың ата-аналары да ондай белестен өткен ғой, бұлар біледі оны. Сол жаңа айтқандай, сондай тәрбиеден шыққан жігіт немесе сондай тәрбиеден шыққан қыз бала, абзалы сондайға үйлену немесе сондай қыздан алу. Махаббат деген сол отбасы құрғаннан кейін басталады. Әрине. Уақыт өте. А ол отбасы құрғанға шейін жаңа айтқандай ол махаббат емес, ол сезім. Лаулап тұрған. Мысалы менен кейде айтады да, жаңа өткенде сол жазып жатыр қыз балалар. Біраз жыл жаңа жігітім екеуміз керемет жүрген едік, сезімдер керемет болды. Қалай некелесіп отбасын құрдық, 180 градусқа өзгеріп кетті дейді да жігітім. Қазір суып кеттім, көңілім суып кетті. Бір-бірімізден алыстап баратымыз. Неге сондай дейді? Деп өткенде бір қыз бала маған осындай бір сұрақтар жазған екен. Мен айтадым, ондай ол махаббат емес, ол сезім еді деймін. Міне сезім, ол өмір бойы ондай бола бермейді. Жігітті енді сол бір шаруаны бітіріп алғанға шейін саған көңіл бөліп жүрді деймін да. Ақшасын салды, уақытын салды, әдемі өлең киіп келді, әдемі сөзін арнап келді. Бірақ өмір ондай болмайды деймін. Ол отбасын құрып, бір шаруаны бітіргеннен кейін, ол жігіттің миссиясы бар деймін да өмірде. Енді өмір бойы саған қарап жүре бермейді ол деймін. Енді оның өмірдегі миссиясы бар, болашақта қойған мақсаты бар, кәсібі бар, ата-анасына қарау керек, ағай досқа көмектесу керек, ертең балаларына үлгілі әке болу керек. Сол үшін не істейді? Шабу керек ол бала деймін. Енді сондай сценарийден сен оған жасайсың деймін да. Яғни сен алғанға дейін ол саған жасады ғой. Әдемі сөйледі, сызылып сөйледі, гүл берді, ана қошемет көрсетті ма? Енді сол нәрсені сен қайтала оған деймін. Сен қайталасаң ғана, мынау араңдағы сол сезім қайттан екінші бөлім басталып жалғаса алады бұл деймін. Неге? Бұл жігіт, бұл да енді жаман әдет деп айта алмаймын деймін да. Ол жігітті 200-де ондай бір екінші бір маска шешіліп қалды деп айыптама деймін. Өйткені ол жігітті мен қолдап тұрған түсім бар деймін. Неге? Өйткені ол бір шаруаны бітіру үшін оған уақыт бөлді да, бітті ғой шаруа. Отбасын құру керек, құрып алды. Құдайға шүкір бір отбасын тіктеп алдым ғой деді. Енді мына қарай өмірдегі ер азаматтық миссиясын бастады деймін да ол өмірде. Өйткені ол түсінді, аманатты алды, темір жолдың басында кетіп бара жатқан паровоз ғой ол. Артында вагондары бар да. Енді ол сүйреу керек қой. Сен оның алдынан шығып кедергі болма деймін да.
сен маған көңіл бөлмей жатсың, сен маған романтик болмай жатсың. Жоқ, сен оны қоя тұр деймін. Енді сен оған кішкене арқасынан итер деймін да, оны сен тоқтатпа, итер, арқасынан талшоқ бер деймін. Ол кәдімгідей алға қарап жылжысын. Кейін ала берсе, осы сен оған көрсеткен осы сезімдерің шынайы махаббаттар кейін пайда болады деймін. Сөз ана жігітіне саған риза болады да, осы әйелім риза боламын, қашан қарасам жалпалақтап, әйтеуір жоқтан бар жасап, менің көңіліме қарап, бетіп отырады. Осыған бір көңіл бөлейінші, бір серуендетіп қайтайыншы, бір сыйлық алып беріп көңілін аулап қояйыншы деген нәрсені, сен оны амалмен, сонымен жетесің деймін да, оны еңбекпен. А оны ешқашан сен сөзбен сұрай берме деймін. Сен мен кафеге апармай жатсың, ресторанға апармай жатсың, баяғы қошемет қайда, гүлдің г деген әріпін көрмей жатырық қой деп, сен сұрама оны деймін да. Сен сұрап алған нәрсе жұғымсыз болады деймін, ол қадірсіз болады. Сен іспен жаңағыдай көрсете бер, сондай қылып алып кел, ол өзі саған шынайы гүл беретіндей. Осы әйеліме бір гүл беріп қуанып қойыншы, осы әйелімді көңілі бір ресторанға апарып кофе ішкізіп қойыншы, осы әйтір не болса да әйтір жарайды деп сабыр етіп келе жатыр ғой. Осы жігітімнің әйтір ісі бір реттеліп қалсын, бір өзі арнасына түсіп алсыншы деп, әйтір өз барына қанағат етіп, жұпыны болса да әйтір деп, жігіттің сондай сезімін оят деймін да. Оны не жаңағыдай жақсы әдетіңмен. Сол үшін қыз балаларға да айтып отырамын да кейде. Сіздер тұрмысқа шығатын кезде ниеттеріңіз турлаңыздар. Көрейін, мына жігіт мені бақытты етер ме екен деген ниетпен келмеңдер деймін. Бәлкім ол жігітті бақытты етемін деп барыңдар деймін да. Мына жігіт маған таңдау жасады ғой. Үмітін ақтайын, Құдай қаласа, мен бұл жігітті бақытты етемін деп барсаң деймін. Онда арқасына итересің оны деймін жаңағыдай. Онда ол жақсы болады. Бақытты боламын деп келген болсаң, ол жаңағыдай саған көңіл аударамай жатқан кезде сен бір күтесің, бір жыл күтесің, шайтан да сені азғырады да, сөйтіп не болады? Мен бақытты етпей жатыр, баяғы уәденің бәрі орындалмады. Бұл нәрсе сендер алыстатады деймін. Сол себепті жаңағы айтарымыз, әрине ол қыз балаға да оңай емес, төрт қабырғаның ішінде кейде көбінесе жігіттер қыз баланы үйіне қалдырып қояды, иә. Мен тыныш отыр, жұмыс жасамайсың, міне өзім дейді деген сияқты. Сосын әрине ондай жігіттерге де, жігіт қыз балаларға айтарым, иә, тек қана арқасынан қолдай бер. Балаларың кішкене балабақшаға барып, ерте мектепке барып, өзімен өзі болғанға шейін, сол жігіттің айтқаны бола тұрасың. Соның айтқаны бола тұрсын. Кейін сонда бір балалар өзімен өзі бір есейіп кезеңге келген кезде, әрине ол жігітті қыз баланың өзінің істейтін мамандығы бойынша ол өзі қолдайтын сәт келеді. Мен саған риза болдым, сенде бір мезгіл өзің мамандығыңмен жұмысқа кіргізіп қояйын, қыз балалардың өзінің ортасы бар. Соған мен қарсы емеспін деп бұл идеяны жігіт тарапынан шығатынға дейін сен арқасына итере бер деймін да ол жігітті. Енді қазір мынау біздің подкастымызды көріп отырған бойдақтар да осы сұрақты қойшы деп тұрған сияқты. Жалпы көп жігіттер үйлену үшін бірінші жағдайын жасап алайын дейді. Бірінші мен баням соғып алайын, времянкам бітіріп алайын, кішкене бір жақсы жұмысқа кіріп алайын деуі мүмкін. Сондай жағдайымды жасап алғаннан кейін барып үйленемін дейді. Қыз да бағандай қашан үйленеміз деп айтса, оған айтады, мен жағдайымды жасап алайыншы, кішкене күтедірші деп сонымен ұзартып жіберетін кезеңдер де болады. Осы оны өзіңіздің жанұя кітабында да айтқансыз, ұстаз, бірақ подкастымызда толығырақ тағы да бір әдемілеп айтып. Бір жігіттер қауымына мотивация берейікші. Бізге де бір әдемі мотивация болсын. Енді бұны қазір шыны керек, ешқайсымыз бір жаңалық керемет бір айтып жатқан жеріміз жоқ. Бәлкім сол ата-бабаларымыз айтып кеткен, соны дәріптеп, амал жасап кеткен нәрсенің өзін кейде жеткізе алмай жатамыз. Дәл осыған жауабын айтып кеткен бабам не дейді? Аталарымыз, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Өйткені ол жаңа айтқандай жағдайым жасап алайын, одан кейін отбасы құрам деп көп жігіттер уақытын өткізіп жатыр. Қарасаң 30-дан асып кетіп қалып жатыр, баяғы лаулап тұрған сезім сөніп қалып жатыр. Немесе бұл жүріп 30-дан асып кеткен кезде баяғы көңіліндегі жүрген қыз бала тұрмысқа шығып кетіп қалып жатады. Екінші бірі дәл сондай қыз таба алмай тағы жүріп қалып жатады, басқа. Сол үшін бұны айтарымыз негізінде малды төртеуді ойламау керек,
басты екі қолды ойлау керек. Өйткені ризық кімден келеді? Ризық Алладан. Біз оның бәрін өмірде есептеп, бәрін түгелдеп, одан кейін істейміз дейтін болсақ, онда біз пенде емеспіз онда. Өйткені бұл өмір негізінде тәуекелден тұрады. Алла Құран кәрімде «Инналлаху юхиббул мутаваккилин» дейді аятта. Расында Алла айтады, расында Алла Тағала тәуекел еткен пендесін жақсы көреді. Сол үшін әрине адам тәуекелімен білім қуалайсың, тәуекелімен отбасы құрасың, тәуекелімен көлік аласың, тәуекелімен кәсіп бастайсың. Бәрі сондай тәуекелден тұрады. Енді жаңа айтқандай, бұл жаңа кәсіптен бұрын, дүниеден бұрын айтарым, сол бабаларым соның бәрін зерттеп бекерге айтқан жоқ. Бас екеуді ойлау керек. Қайтсем басымды екеу қылып алайын, одан кейін барып Құдай қаласа кәсіп айналысам, одан кейін барып басқа деген нәрсені қолдайтын тұстарымыз бар. Екінші жағы бар, кейде бір жігіттер жаңағыдай жас болса да әлі үйден шаққа жетпей жатып, кәсіпке, бір білімге, тағы бір жақсы бір жобаларға ұмтылып жататын жігіттер де бар. Кейде ондай жігіттерді де қолдаймын. Әлі басында екеу қылмай тұрып, мына жобамды реттеп алайын, осы арнаға түсіп алайын, әлі жаспын, Құдай қаласа бір 23-ке әлі 2 жылым қалды, немесе 25-ке бір жылым қалды деген сияқты жігіттермен кейде көріп жүремін, уақыт санап жүреді да. Кейде ол да бір жақсы бір сипат. Онда жоққа шығара алмаймын. Ол да бір жақсы сипат. Сол ниетіне қарай Алла оған сондай көмектеседі. Бір жасты қойды, осы жасқа дейін мынаны дамытып алайын, осы жасқа жеткен кезде бәрін тоқтатамын да, ары қарай отбасы құруға кірісемін деп сонда ниет қылса, бұл да жақсы. Жаңа айтқандай, өткен қазір біздің заманымызда, қазір нақты біздің заманымызда, жаңа айттық қой, кейде қыз балалардың талғамында бұл нәрседе бар да. Яғни қыз балалар дүние қоңыз болып, дүние мансап қуып кетті деп айыптай алмаймын. Өткен жаңа айттым ғой, кейде әпкелері, кейде достарының, бір туыстарының біреулерден көрді. Сол дүние жетіспеу себепті отбасында ұрыс жанжал болып жатқан қыз бала көріп, содан өзі сескеніп қалады. Мен болашақта жігітімді, демек, сондай бір жағдайы бар, кәсібі бар, ақшасы бар жігітті таңдауым керек қой деген асын сызып қойған бір кезеңдері бар да оның санасында. Демек, қыз балалардың талғамында сондай нәрсе бар ма? Жігіттерге айтарым, оны жасап қойыңдар деймін да онда. Ертең қыз балаға да сөзің өтімді болады. Ертең танысқан кезде, әу баста ең бір танысқан кезде, бұл сөзге де жақсы да. Қыз баланы жаңағыдай арадағы жеңгетай болып жүрген адамдар мүмкін оны жақсы реклама қылады да қыз балаға да. Онда жігіттің кәсібі бар екен, көлігі бар екен, анау бар екен, мынау бар екен, дайын екен, тиіп алсайшы деген сияқты да. Сол кезде қарап отырсаң, олардың да тез табысып, отбасы құрып кетуге де процесс тез болады. Өйткені жаңа айтқандай, қыз баланың көңілдегі нәрсе бар да ана жерде. Оның жігіттерге айтарым, демек, заман талабына қарай сондай сұраныс болды ма, оны отырып алып қазір бір жақты қарауға болмайды. Неге қазір сондай болып кетті деп, жаңа айтқанда бір сондай әлі кезең болса, оны істеп неге қоймасқа? Неге соны жасап қоймасқа деймін да? Жасап қой. Алдын алып. Одан кейін басын екеу қылай бер. Оған да проблема, оған да шектеу жоқ. Ал бірақ ол сондай мақсат болмады, сол жасқа жетіп қалдың, міне жасың 20-дан асып, немесе 25-тен асып баратсың. Сен соған дейін әлі кәсіп бастай алмай жатсың, әлі соған дейін бір шешімге келе алмай жатсың ба? Тым болмаса енді мына жағына өтіп алыңдар дейді, ондай жігіттерге. Енді қайта мына жақта әлі жолың болмай жатыр ма? Или мына жақтан жолың болып кетсін. Бәрін тоқтат та отбасы құрып ал. Құдай қаласа сол отбасының берекетімен сен ана кәсіпті бастайсың, Құдай қаласа. Кейде сондай мәселелер болады да. Спортта да баяғыда тренеріміз айтатын да. Соны өмірде қолданамын да. Кейде сенің жасап жатқан бір жаңағы көріністегі жаттығуың қарсыласқа не бермейді. Басқа екінші приемды қолдану керек спортта. Сол сияқты кейде бір нәрсені ұра беруге де болмайды да. Пайда бермей жатыр ма? Сол қойған жасқа келдің, әлі кәсібің бастай алмай жатсың, әлі жұмысың жүрмей жатыр ма? Бол, тоқтат бұны. Сен не істеді? Енді сен отбасын құруға кірісіп кет. Құдай қаласа басын екеу қылып алың да. Одан кейін барып, қайтта мына есік барып қалсаң, есік ашылады саған, Құдай қаласа. Оны пайғамбарымыз айтып, бойдақтар,
отбасын құруға асығыңдар деген да. Егер оған шамаларың келмесе, онда ораза ұстағанда сендерге қалқан болады дейді, нәпсінің тыюға. Сол себепті бұны әрине қазір таңда жігіттер қауым сіздерге айтарым, отырып алып оны бір жақты талқыламайық. Және оны екінші жақтағы қыз балаларында жаңа айтқанда сұранысы сондай болып тұрса, оны айыптамайық. Заман осылай ма? Соны жасауға әрекет жасайық. Және екінші жағы бар, немесе отбасын құрып алып, одан кейін әрекет жасайық. Қалай болғанда да әрекетте берекет дейді ғой қазақ. Әрекетте берекет. Сол үшін екеуінде мынау абзал емес деп айту үшін, оны жаңағыдай жасқа қараймыз біз, әрине. Үйленетін жасқа жетпей жатсың ба, онда басың екеу қылуға асық па, кәсібіңді, арнаңды, жобаңды дамытуға асық. Үйленетін жастан өтіп баратсың ба, онда кәсіпті қоя тұр, неге асық онда? Отбасы құюға асық. Одан кейін барып сол әйел жаңағы жұбайыңмен бір бастан екі бас жақсы дейді ғой қазақ. Екеуің кеңесіп, Құдай қаласа, екі жарты бір бүтін болып, мүмкін сенің ойлап жүрген идеяңды, жақсы идеяны айту мүмкін да қыз бала. Сенің мамандығың мынау жақсы сияқты, давай осыны ашып көрейік, давай мына дамытып көрейік деген сияқты өмірді ондайларды да көріп жатырмыз. Сол үшін құрметті жастар, сіздерге айтарым, жалпы қазір мына таңда енді көбісінің айтатын сылтаурары, басында екеу қылуға әрине ойымда бар, бірақ жағдайымды жасап алайын деген нәрсе мен көріп тұрмын, бұл бәсекеге ұласып кеткен сияқты. Оны мойындауымыз керек. Қазір ол да үйленгісі келеді, жігітті, бірақ оны жағдайым келмейді, мен жағдайымды реттеп алайын деп тұрған мен көріп тұрмын. Досы бар, тағы біреуі бар, көрді, олардың қандай үлкен деңгейде, үлкен бір ресторанда той өткізген, жаңағыдай қымбат көліктердің бәрін тізіп қойып, соның бәрін есептеген кезде не деген миллиондар ақша керек ана жерде. Сөйтіп оның қазір айтып жүрген сылтауы, үйленетінен бірақ жағдайым жоқ дегені, аналарды көріп салыстырса, үйлене алмайды ол жігіт. Айтарым, ондай біреуге бәсекелесудің қажеті жоқ. Өйткені біз мына өмірде біреумен жарысу үшін, немесе біреуге өзімізді мойындату үшін келгеніміз жоқ. Біреудің жағдайы көтеріп жатқан шығар, біреудің жағдайы келмейтін шығар. Жағдайы келмейтінге сен қайтасың деймін де ол нәрсеге тыраштанып. Сен жағдайың, мен әрдайым айтып жүрем, мынау кейде осы жастарға мүмкін қазір күнде қыздың да жігіттің де ата-аналарының сәл көмегі керек болып тұрған секілді. Осы заманда. Мысалға, жігіттің әкесі қыздың әкесімен міндетті түрде кездесу керек деймін де қазір осы заманда. Әлі той болмай тұрып, әлі некелеспей тұрып, екеуі жақсы кездесу керек бұлар. Құдалар. Сөйтіп, жігіттің әкесі қыздың әкесіне ұсыныс ретінде айтса да, Құдайге, Алла берсе, енді жастарымыз бір-бірін ұнатып, байқап тұрмыз. Енді біз кішкене осы жерде әке ретінде біздің соңғы міндетіміз ғой. Өйткені әкенің міндеті бұлар. Yani әкенің 3 міндеті бар да баланың алдында. Өмірге келген кезде есімін қою әкенің міндеті, ұлдың да қыздың да әкенің міндеті. Кейін обал сауапты, шариғатты үйрету әкенің міндеті. Үшіншісі, ер бала ер жетсе, оны жаңағыдай текті жерден сұрастырып үйлендіру, немесе қыз бала бой жетсе, текті жерден сұраса, құда болып, қызын батасын беріп шығарып салу әкенің соңғы міндеті. Енді соңғы міндет екен Құдайдың алдындағы, бұл екі құда жастарын өзіне салып қою керек, кішкене кездессе екеуі деймін да. Екеуі бір мәрте емес, бірнеше мәрте кездесіп талқыласа осы нәрсені, қазір біздің заманда. Бұлар нені талқыласа? Бұлар мына нәрсені талқыласа. Қазір күнде көріп жүрміз, естіп жүрміз. Мынау қыз бала жақтан ұзатқан кезде, дәл сол жігіт жақтағы болатын 300 адамнан бастап 500 адамға шейін тойханада той беріп жатыр мына кісі. Қызын ұзатқанына да, ұзатып шығарып салады. Келесі күн жігіттің үйінде, жігіт жақта. Дәл сондай тойхана, дәл сонша адам, сонша шығын. Сонда қарап отырсақ, бұл екі жасқа бұлардың отауласына дайындық сол тойхананың ішінде сомен шектеліп жатыр да. Бірақ қазір қарап отырсақ, әрине бұл жастардың кейде отбасыға тіктеле алмастан ұрыс жанжал болып айырылысып кетіп жатқанына көп факторлар бар, бірақ осының ішінде бір факторды айтқым келіп тұр. Бұлар квартирамен квартира, пәтермен пәтер
жетіспеушілік, тапқан айлықтары жетпейді, пәтерін төлей алмайды, пәтерін төлесе киімге жетпейді, ары бері жүрісіне қыдырғанға жетпейді. Осы нәрседе кедергі болып тұр да. Соны көріп тұрмыз бәріміз, үлкен ағалар ретінде, әке ретінде біз көріп отырмыз да оны. Енді сол көріп тұрып, кейінгі жастарға осы нәрсені қайталатпау үшін біз соның шешімін табуымыз керек қой, әке ретінде. Бұлар не істесе? Бұлар екеуі келіссе де, жаңа айтқандай, жігіттің әкесі қыздың әкесіне ұсыныс ретінде айтса, құдеге, мен біліп тұрмын, енді қызыңызға ешнәрсе аяйын деп тұрған жоқсыз, сол тойға кететін шығыныңды бәрін ортаға тастаңыз. Қалғанын мен өзім жалғастырам. Мен де 500 адамға той бермей-ақ қояйын. Сізде кішігірім өзіңіздің 20 адам ба, қанша адамсыңдар? Кішігірім сол өздеріңіз бір белгілеген жерден біз қызды алып кетейік сол жерден. Мен де өзім кішігірім өзіме қатысты ғана 20-30 адаммен ғана ағайын туысыммен, жора жолдастарымен міне той беріп, осымен шектелейін. Сіз жақтағы шығын, мен жақтағы 500 адамға кететін, 300 адамға кететін, тойханаға кететін, бәрін шығынын бәрін ортаға мен жинадым. Осын бір бөлмелі болса да не алып берейін балаларға? Пәтер алып берейік. Немесе, жарайды ол жігіт ата-анасымен тұратын болса, пәтер үй жайы бар. Немесе осы шығынды балаларға бір кәсіп ашып берейін. Арабек өздерінің күндерін көріп кетуге. Әрмен қарай екеуіне кәдімгідей өздерінің кәсіптері бар, ақша түсіп тұрады. Немесе жаңағыдай пәтерін алып арендаға беріп қойса да, бұлар әрмен қарай сол материал жағынан қиыншылық көрмегеннен кейін бұл екеуінің арасында бұндай жанжал тумайды ешқашан. Ол жақтан шайтан кіре алмайды. Жетпей жатыр. Маған андай керек деген нәрсе, сол есіктен шайтан кіріп, арасында от жаға алмайды да. Өйткені бұларға не ай сайын түсіп тұрған нелері бар? Кәсібінен, немесе жаңағы жалақыға беріп қойған жаңағы пәтерінен түсіп тұратын ақша бар да, қосымша. Екеуінің жалақысы бар. Және ар жақтан түсіп тұратын тағы ақша бар. Бұлар кішкентай отбасы болса да, кішігірім капиталы бар да уже. Уже кішкентай қор бар. Сөйтіп бұл қор бұларды енді жақсы болашақта үлкен мақсаттарға тағы да ой салады. Енді қорды не істейміз? Давай мынандай істейік. Давайте мынандайға салайық. Осылай. Сонда қарап отырсаңыз, отбасында жаңа жас отбасылардың тіктеліп кетуіне осындай қазіргі заманда осындай бір жолдарын табуға шақырамын да әкелерді. Әдемі айттыңыз. Менде мынандай бір не болды да, қазіргі таңда ол TikTok әлеуметтік желісінде қатты трендке айналып жатыр да. И сол трендті оның артынан бірнеше мыңдаған адамдар уже қайталаған екен да. Енді ол жерде дінді бір жағынан мен қараған кезде әзілге айналып тұрған секілді көрінді ма, сол жайлы айтсам. Ол жерде қыздар тарапынан әдемі жігіттің суреті салынып, жігіттер тарапынан әдемі қыздың суреті салынып, типа текст мынандай, неге өзінше боласың? Құның бір тахаджуд қой деген секілді айтқанда, типа бір тахаджудпен мен сен өзіме қарат оламын, өзінше бола бермесей деген секілді трендті бір адам бастаған. Оны бірнеше мыңдаған адамдар қайталап, TikTokта бірнеше осы бір айға жуық қатты тарап кетті де. Бұл жерде бұл дінмен бір жағынан ойнаған секілді көріне ме? Екіншіден тахаджудтың негізгі миссиясы сол ма еді? Жігітті қарату немесе қызды қарату мақсатында. Тахаджуд бола деген қатты білмейтін негізі. Сол тренд арқылы қатты таныла бастады да. Оны енді бір жағынан қарап отырсақ, енді салып жатқан адамдарға да бір қарайсың, кім салып жатыр деген секілді. Кейбір кісілердің енді парақшаларын қарасаң, діннен қатты хабар бар деп те айта алмайсың, бірақ енді тренд болғаннан кейін бар, бәрі қайталап кетіп жатыр да. Жақсы, енді тахаджуд дегеннен бастайық әңгімені. Яғни сен құның бір тахаджуд деп айтты деп жатсың ғой. Кейбір жастар қазір көріп ертең тахаджуд деген не деп түсінбей қалмасын. Тахаджуд деген бұл жалпы түнде адам ұйықтайды. Алла Құранда түнде демалу үшін жараттым дейді ғой. Кейін түнде Құдай үшін ұйқысын қиып, барып дәретін алып, құбылаға жүзденіп, ең аз 2 ракат намаз оқылады. Әрмен қарай қосып кете береді. 4 ракат оқи ма, қанша ракат оқыса өзі біледі. Сол түнгі бір ұйықтап тұрып, нәпсісін сындырып, ұйқыдан тұрып. Өткен адам бір ұйқыға кеткеннен кейін ыстық көрпесінен шығып сыртқа барып дәрет алу нәпсіге ауыр тиеді. Сон тахаджуд деген джихад дейді. Джихад деген күресу нәпсісімен. Нәпсісін жеңіп, Құдай үшін бар намаз оқығанда, сол намазда тахаджуд намаз деп айтылады. Тахаджуд намаз. Енді жаңа айтқандай, Арнұр айтқандай, сенің құның бір тахаджуд,
мен қаласам бір тахажжудпен сені қаратып аламын дегеніне келетін болсақ, біріншіден жалпы шариғат тұрғысынан қарайтын болсақ, бұны екі жағы бар. Дұрыс жағы бар, дұрыс емес жағы бар. Дұрыс жағынан бастайын. Бұл жігіт шариғат талаптарын біледі, ұстаздың алдында білім алған. Сені тахажжудпен қаратып аламын дегені, яғни менің күніге Раббым бар. Мен Раббыммен түнде күніге оңаша қалатын жақсы әдетім бар. Түнгі намаз пайғамбарымыз хадисі бойынша бұл күндізгі парыз намаздан кейінгі екінші орындағы сауабы мол түнгі намаз деп айтқан да тахажжудты. Хадис бойынша пенде түнгі намазда тұрып қандай дұға тілек айтса да Алла оны қабыл етеді деген да хадисте. Сол кезде сенің құның бір тахажжуд қой деп тұрғаны, мен Раббыммен сені айта берем күніге. Күніге сені сұрай берем Алладан. Құдай қаласа Алла жүрегіңе салып сені бәрібір де сені өзіме Құдай қаласа қаратып аламын деген сондай жақсы ниетпен жорамалдап тұрған болса, онда болады. Құдай қаласа дейді. Құдай қаласа деген ниетпен де енді бұл. Екінші жағы бар, бұны приколға айналдырып, сенің құның бір тахажжуд, тахажжуд не екенін білмейді бірақ. Намаз оқымайтын да болуы мүмкін да. Бір жерден естіп алған әйтеуір. Оны әзілге айналдырып, сенің құның бір тахажжуд, сені бәрібір қаратып аламын деген әзілмен, приколмен болса, ол болмайды. Өйткені бұл жаңа айтқандай, бұл тахажжуд деген жаңа айттым ғой, Алла мен пенденің арасындағы байланыс намазда ол же. Яғни сол өз намаз оқып жүр, сол намаз арқылы сенен сұрайым, Құдай қаласа үміт етемін, сол арқылы сен қаратып аламын деген болса, бұл жақсы нәрсе. Екінші жағы бар, намаз не екенін біліп тұрған жоқ, Алланың шариғатын ескеріп тұрған жоқ, Алланы әлі нені бұйырып тұрғанын да білмейді. Бірақ жаңа айтқандай әзілге айналдыруға болмайды. Өйткені бұны ертең сол тахажжудпен сені бір қаратып аламын деп, жарайды қаратып алды деп айтайық. Мүмкін сол тахажжуд деген намаздың үстінен күлгендіктен мүмкін сол қаратып алған қызы мүмкін бұған қайырсыз болып келуі де мүмкін. Сынақ болып басына. Басына бәле болып келуі де мүмкін. И сол бәлені ол өзі тілеп алды. Яғни осындай да қауіп бар да. Ертең сол өмір бойы өкініште болып қалуы да мүмкін. Сол үшін біз Алла тағаланың мынау үкімінен өтіп кетіп, үкім шығарып, мен сөйте аламын деп айтуға болмайды да. Мен бір тахажжуд сен құның, мен сені тахажжудпен қайтарып аламын деп, сонда өзіне көп алып қойға болмайды. Сол үшін айтарымыз, тахажжудпен сұрасын, бірақ Алла Құранда айтқанда, сендер не істейтін болсаңдар да, иншалла деген сөзді қоспайтындар дейді Алла Құранда. Құдай қаласа, Алла қаласа жолға шығам, Алла қаласа отбасы құрам, Алла қаласа ертең кәсібімнің бастайын деп тұрмын, Алла қаласа, яғни барлық нәрсеге Алла Құранда айтып жатыр да, Алла қаласа деген сөзді қоспайтындар дейді. Сонда бұл тахажжуд деп атқанымызда, демек Алла қаласа осы қызды өзіме қаратып алам деп айт деп тұр да. Сондай мағынада болса, оны рұқсат етіледі әрине. Ұстаз, осы алдыңғы намазымызға ұқсас тағы да бір намаз бар. Ол истихара намазы, яғни таңдау намазы деп көбісі біледі. Истихара намазын көбінесе жас жігіттер тек қана қызды таңдайтын кезде немесе ұлды таңдайтын кезде ғана оқиды. Истихара, осы истихараны оқысам, осы жігіт қайырлы ма, қайырлы емес па білемін дейді. Бірақ оның белгілері қалай болады ұстаз? Мысалы, истихара оқыдық, мысалы 7 күн истихара оқығаннан кейін оның белгілері қалай болады, және оны қалай оқыған дұрыс болады, соны бір айтып жіберсеңіз. Енді истихара деген сөздің мағынасына тоқталайын. Истихара деген бұл таңдауды Аллаға тапсыру деген сөз. Өйткені біз алдымызда келе жатқан ғайып өмірді біз білмейміз. Сөйтіп қыздың алдында жаңа жігіт тұрды, қыз енді күмәнданып тұр. Мына жігітке тұрмысқа шығайын ба, шықпайын ба? 50-де 50 болып тұр да енді. Немесе жігіт қызға үйленгісі келіп тұр, бірақ 50-де 50. Осы қызға үйленейін ба, немесе үйленбейін ба? Соны Аллаға тапсырса, соны истихара намаз дейді. Бұны құптан намазынан кейін ұйқыға жатар алдында оқу керек. 2 ракаттан басталады. Нәпіл намаз ғой. 2 ракат намаз оқиды да, сөйтіп 2 жаққа сәлем берілгеннен кейін қолын құбылаға қарап жайып дұға қылады. Я Алла, мысалы жігіт
айтуы мүмкін, алла осы қыз бала маған қайырлы болса бізді жақындат, отбасы болып жақсы ниетпен осындай ниет қылып жатырмын. Егер қайырсыз болса, болашақта өміріміз мүлдем басқа жаман жағына бұзылып кетіп, өмірдегі миссиям орындай алмай қалатындай бір кедергілер болса, онда бізді алыстат. Мен білмеймін, мен осыны саған тапсырып жатырмын, алла. Сен маған соның қайырлы, жақсы, дұрыс жағын таңдап бер деп дұғасын жасайды да ұйқыға кетеді. Немесе қыз бала дәл осылай істей алады. Алла, осы жігіт маған қайырлы болса, бізді жақындатып, некеміз қиылсын. Осы жігіттің етегінен ұстап, әйтеуір армен қарай бақытты, баянды, бала шағалы болып, үлкен әулет болу бұйырып тұрған болса, бізді жақындат. Жаңағыдай немесе қайырсыз болса, алыстат деген мағынада қыз бала да дұғасын айтып, Аллаға тапсыра алады. Енді сол 7 күннің ішінде ғалымдар айтқан, Алла Тағала жүрегін бір жағына шығарып, басын бекем қылып қояды деген. Бұл деген сөз алдын екі ойлы болып жүрген еді ғой. Сол истихара намазының құрметімен Алла Тағала қаласа, егер Алла қабыл етсе, әрине, Алла Тағала оның бір жағына шығарады жүрегін. Не аламын деген шешім қабылдайды, оны болды, ешкім айныта алмайды одан кейін. Немесе болды, бұны алмайды екен, алдын маған басқаша көрінген еді, кейін кезде көңілім суып баратыр деп өзі кейін суый береді. Сондай белгілері бар бұның. Диагнозы осылай болады. Көрініс осылай болады. Ол айнып атқан болса, оны адамдар оны көндіріп әуре болмасын, көнбейді бәрібір. Жоқ, білмеймін, суып кеттім қазір дейді. Алдын дұрыс көріп жүргенім, кейін кезде суып баратырмын, кейінге қалдыра саламау, пока қазір бұның шешім жақын арада үйленбеймін деген шешімге келдім деп, кәдімгі шегіне береді ол, болды. Алла Сүбхане Тағала оған сол қайырсын жасап берді осылай. Ол сабыр етсін, ол жаман көрініс емес бұл. Алла Тағала оған одан да қайырлысын дайындап қойды ғой жанында. Сәл бір шегініп барып, одан да мықтысына барайын деп тұр да бұл же. Бірақ осы бір кезеңде кейде жаңағыдай бір көңілін алып, не болып кетті, кеше ғана осындай жақындап тұрған адам неге алыстап кеттім деп күйзеліске түсудің қажеті жоқ. Өйткені бұл жүректің иесі Алла, мүлік Алланікі. Аллаға тапсырғаннан кейін бітті адам, мұсылман адам, оны қатты көңілін алмау керек. Қайыр, Алла осының артында бір қайыр бар ғой деп, жақсылыққа жорып, үмітіңді үзбестен кете беру керек өмірде. Өйткені Алла Құран кәрімде «Ла тахнату ми рахматилла» дейді. Қандай жағдай болған кезде де Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер дейді Алла Тағала. Демек тахажжуд деген, истихара деген намазымыз сол екен. Истихара деген таңдауды кімге тапсырдың? Аллаға. Маликил мүлк, бүткіл мүлк иесі болған Аллаға тапсыру деген сөз. Оның белгілері жаңағыдай Алла Тағала қаласа егер, әрине. Алла қаласа егер жүрегін бір жағына бекем мен салмақты қылып қояды деген да ғалымдар. Осы жерде сұрақ туындап тұрды, сіз осы истихара намазы тек ұлды немесе қызды таңдауға үшін намаз ба әлде? Жоқ, ол тек қана отбасын құру үшін ғана емес. Мысалы біреу көлік алайын деп тұр. Көлік алса да, үй алатын болса да, бір кәсіп бастайтын болса да, яғни кез келген бір таңдауға күмәнданып қалай болар екен деп тұрса, истихара барлық нәрсе оқуға болады. Немесе алдында екі көлік колесодан көрді, екі көлік шығып тұрды, ананы да алғысы келіп тұр, мынаны да алғысы келіп, екеуі де ұнап тұр. Бірақ тоқтап алмай жатыр, қайсысын алсам екен? Истихара оқу, Алла Тағала саған қайырын таңдап береді. Мен мынаны аламын дейсің, болды. Жоқ, мынау мықты, жоқ, ол керек емес дейсің. Алдын ондай сенде ондай шешім қабылдау жоқ еді. Алла Тағала қаласа, әрине, егер Алла қаласа, сен қайырлысын саған таңдап берсе, болды, сен соны тоқтайсың. Сол үшін ол истихара деген кез келген таңдау нәрсені Аллаға тапсырған жақсы нәрсе негізінде. Немесе жаңағыдай мектеп бітірген балаларда оқуға түсейін деп тұр, алдында екі мамандық тұр да, бірнеше мамандық тұр. Бәріне түскісі келеді. Дәрігерде болғысы келеді, анауда болғысы келеді, бірақ тоқтап алмай жатыр да қайсысына. Мамандық таңдауда да истихарада жақсы вариант та бұл да. Алла, мен білмеймін, болашақта дәрігер болған маған қайырлы ма, немесе мұғалім болған қайырлы ма, немесе мынандай кәсіпке кеткен қайырлы ма, мен білмей жатырмын оны. Соны маған қайсысы қайырлы, маған соны нәсіп ет деп, соны Алладан сұрай берсе истихарамен. Алла Тағала соның ішіндегі қаласа қайырлысын таңдап береді оған. Оған тоқтағаннан кейін болды, қалғандар қызық болмай қалады оған. Оны қанша оны жарнамалап, сенің мінезің бәрі әдем, сен мынаған түсші десің де түспейді ол. Жоқ, мен мынаны таңдап қойдым дейді, болды.
Сосын жалпы өмірде кез келген нәрсені жаңағыдай себебін жасап, Аллаға тапсыру, осындай нәрсені истихара деген өте жақсы амал бар әрине. Керемет. Ұстаз, сосын тағы бір мынандай бір оқиға болып тұрды. Бір танысым, яғни ер адам, бір уақыттары енді шайтанның азғыруымен дейміз бе, бір жаман әрекет жасап қояды да, яғни зинаға барып қояды. И оған кәдімгідей қазір уақыт өте келе енді бір үйленейін десе, немесе бір тәубе етейін десе, оның ойында мынандай ойлар келіп жатыр екен да. Мен кезіндегі әрекетім үшін маған да тура сондай адам жолығады деген секілді. Яғни мен қандаймын, маған сондай әйел кісісі жолығады деген секілді өз-өзін лақтырып тастап жатыр да. И қыздар қауымында да осындай болып жатыр да. Кезінде бір осындай әрекеттер жасап қойған, енді бір тәубе етіп қайттан естейін десе, мен қандаймын, сондай адам жолығады деген оның ойында да бар да. И көріп жатырмыз, дальше жаңа қыз баласы ары қарай бір жеңіл жүрісті жолға да түсіп кетіп жатыр. И ұл барлар да өз-өздерін лақтырып тастап, былайша айтқан кезде жаңағындай бір күмән болады да ойларында. Осы тұста бұл шайтанның азғыруынан болатын дүние ғой. Негізі тәубе етсе, Алла тағала айтады, тәубе міндетті түрде қабыл болады деп. Енді сіздерге айтарым, жалпы бұл некесіз опасыздық, бұл өте үлкен қылмыс. Бұл Құранда ашық айтылған аят, зина деп айтылады. Уәлә тақрабу зина дейді Алла Құранда. Зинаға алып баратын жолдардың бәрінен сақтанып қашыңдар дейді Алла. Жақындамаңдар дейді. Істеу былай тұрсын. Яғни зинаға алып баратын не нәрсе, қызбен оңаша қалып паркте қол ұстағаннан басталады ғой оның бәрі. Алла содан да тыйып жатыр. Уәлә тақрабу зина деген сөз, әлі зина жасаған жоқ бұлар. Зина жасауға алып баратын ең басындағы жолдан бәрінен қашыңдар деді, жақындамаңдар деді. Алланың бұйрығы бұл Құрандағы. Аят ашық. Сол үшін бұның жауабы екі түрлі қылып айтайық. Біріншіден, жастарға айтарымыз, Алла тәубасын қабыл етеді екен ғой. Енді ол жастық қылып қойдым, қылып қойса бола береді екен деген сөз емес. Жақындамау керек. Екінші мәселе бар. Енді сондаймен біреу істеп қойған болса, оларға да айтарымыз, үмітіңді үзбе. Үмітіңді үзбе деген мынау сөз жауап, әлі істемегендерге қатысы жоқ бірақ. Яғни мына жақтағы үмітіңді үзбе деген сөз бар екен, демек енді мен істей берейін, үмітіңді үзбеймін десе, бұларға Алла тағала пәлекет жібереді. Құдай сақтасын. Өйткені бұлар не? Алла бәрін кешіреді екен ғой, тәубаны қабыл етеді екен ғой деп, пәлекетке орнынса, Құдай сақтасын. Өйткені ол жүрек ниесі Алла, тағдыр ниесі Алла ғой. Білмейміз де, Алла тағала бұның болашақта бұның басына қандай пәлекет жібереді. Сол үшін Алла Құран кәрімде енді өткендерің өтті, енді бұл істеп қойғандарға айтып жатыр. Яғни сондай білмеді, жастықты білмеймін. Бір енді істеп қойғандарға енді болатын нәрсе болды дейді да, оны қазақ неде өткенді салават дейді. Әрине онда істеп қойғандарға да енді сен істеп қойған жақсы болды деп ешкім оны мақтап тұрған жеріміз жоқ. Бірақ бұларға айтамыз, үмітіңді үзбе. Қалай болғанда да енді сен тәубаңа келдің, жақсылап шынайы тәубаңа кел. Бірақ қалай болса да маңдайыңнан көресің деп айтамыз. Барлық екі жағдайға да дайын бол деп айтамыз. Болашақта мүмкін сен біреудің қызын бұзып, опасыздық қылып, сондай жасағаның үшін мүмкін саған Алла тағала соны жаза ретінде мүмкін тағы біреу саған жібереді сондай біреуді. Мүмкін. Немесе бұның есесіне мүмкін Алла тағала саған басқа жағынан жібереді. Мүмкін. Денсаулығын алып қойып па, или білмеймін. Или мүмкін Алла тағала тәубасын қабыл еткен болса, ішінен жібермейді. Біз ол жағына Алла тағаланың қандай шешім үкім шығаратынына біз кірісе алмаймыз да. Өйткені ол Алла ешкіммен ақылдаспайды. Алла Құран кәрімде фаъалу лима юрид дейді. Алла қалағанын істейді дейді. Бірақ екеуіне де айтарымыз, сен жақындама, әлі істемеген жастарға, қыз балаға да, ұл балаға айтарым, опасыздыққа жоламаңдар. Өздерінің өмірде келатқан керемет өмірлеріңді бұзбаңдар. Ал мына жаққа түсіп қалған адамдарға айтарымыз, сендер не істемеңдер, үміт үзбеңдер. Екеуі екі әлемдегі адамдар ғой бұлар. Және бұндай істеп қойған адамдардың да бәріне бірдей үкім айта алмаймыз. Бұл сен тәубаң қабыл болды, яғни саған ешқандай үрей қорқыныш жоқ, сен керемет болып кетесің дегенде жауап жоқ жерде. Немесе бұл сен істеп қойдың, біттің, сенде шанс жоқ деп те айтуға хақымыз жоқ. Түсінесіз ба?
бірақ алла құранда ашық айтты, бұл үміт үзбе деді ма, осының аясында бұл жауап осы жерде қалу керек. Бұл өмір бойы мүмкін бұл тәубе етіп жүру мүмкін. Жарайды, бұл жігіт жарайды бұндай ойындағы адамда жақсы таза қызға үйленгеннің өзінде қайдан білесің? Мүмкін мына жақта істеген опасығын тәубе етпеген болса, бұл ақыретке қалып кетті да ол нәрсе. Мүмкін. Ақыретте мүмкін дело қайтадан ашылады. Құдай сақтасын, ақыреттегі азап қатты болады да ол нәрсені ше. Сол үшін қалай болғанда да бұл нәрсені жаңағыдай осындай болды екен деп, мына өмірде адамдық миссиямыздан бұрылып кетуге хақымыз жоқ. Айтарым, бұлар үміт үзбесін. Жігіт болсын, қыз болсын. Бірақ шайтанның да несіне азғырынан түсіп қалмасын. Шайтан адамда үмітін сөндіреді. Бұл сенде шанс жоқ. Осындай болды. Енді әрмен қарай бір күн болса да көңіліңді көтеріп, кішкене мынау өмірде сәл болса да нетіп қал, жүріп қал, көріп қал. Болды, саған енді нормальный қыз келмейді, енді нормальный жігіт жолықпайды ешқашан. Өйткені сен мына жақта бүлінгенсің деп, мына жақта шайтан адамның үмітін сөндіреді. Айтарымыз, оған да берілмесін. Бұл шынайы тәубасына келсін. Тәуба деген ол 3 шарты бар. Бірінші, сол мезетте, сол опасыздыққа, міне осы сәттен бастап тоқтадым деген шешім қабылдау керек. Екіншісі, осы жасаған опасыздығына мына жақтағы кәдімгідей өкіну керек ол. Енді біреуге мақтанып айту былай тұрсын, Құдай кешірсін деп кейде айта беретіндер бар да отырып алып. Бая деген Құдай кешірсін, жастық қып қойдық қой деп біреуге айтып отыратындар бар. Айтпа, сен тәубаң қабыл болмайды сен. Бұны сен тахажжудте, намазда Аллаға жылап айтуың керексің. Алла, мен саған ғана айтайын, сен білесің ғой мен қандай опасыздық қылып қойғанымды. Алла мені кешір, өкінемін соны істегеніме деп, сен Аллаға айтып жыла. Үшіншісі, Аллаға серт бересің. Алла, екінші мәрте осындайға мен қайтпаймын, болды. Сен мені кешірсең болды, мен енді екінші мәрте ешқашан бұндай істемеймін, опасыз жасамаймын. Деп осы 3 шарт табылса, соны тәуба деп айтылады. Осы нәрсе өзінің жүрегінде болу керек, жүректі Алла көріп тұр. Бұл адам үмітін үзбесін, бірақ қыз бала болсын, жігіт болсын. Әрмен қарай бұның тағдырын Алла Тағала әрине үмітін үзбе деді ме, демек Алла Тағала саған шанс бар деп тұр ғой аятта. Ал бірақ бұл әңгіме мыналарға қатысы жоқ. Бұлар кімдер? Әл жасамағандар. Әл жасамаған сөйтті де, демек жасап қойсақ та мына жақта шанс бар екен, тәубаның 3 шарты бар екен, орындаймын да, әрмен қарай менікі нормально жоқ, қателесесің. Жоқ, сен ояққа кіріспе. Бұл әңгіме сендерге қатысы жоқ. Сен жаңа айтып жатқан болашаққа сен жақсы үмітпен қара деп айтамын бұларға. Болашаққа жақсы ниет қыл, өзің таза бол, өзің пак бол. Фатима анамыздай тақуа қызға үйленген кезде өзің Алидей батыр бол дейміз. Қыз баларға айтамыз. Алидей тақуа жігітке тұрмысқа шыққың келсе, өзің Фатима анамыздай тақуа қыз болыңыз деп айтамыз. Міне, сол кезде бұлар ниетіне қарай, бұлар да өмірде әдемі болып кете береді. Бұлар да тәуба қылуымен үмітін сөндірмеді. Бұлар да қайтадан тура жолына түсіп, бұлар да бақытты баяндап кете береді екеуі де. Ал құрметті бойдақтар қауымы, Бауыржан мырза және Арнұр бауырым, інілерім, мынау алтын уақыттарыңызды бөліп, шынайы сұрақ қойғандарыңызға мың алғыс. Бойдақтардың аттарынан келіп отырсыздар. Енді құрметті көрермендер, сіздерге де мың алғыс осы эфирімізді көріп, және сіздерге айтарымыз, жаңа айтқандай осы жалпы біздің жанұя кітабымыздың 2-ші басылымы шықты, Аллаға шүкір. Соған тапсырыс беріп, қазір қолдау білдіріп, соны жазылыңыздар, төмендегі сілтемеге өтсеңіздер, толық ақпарат алатын боласыздар. Және осы түсірілімде мына пікір қалдырып, комментарий дейміз ғой. Төменге керемет осы біздің подкастымызға керемет пікір қалдырған кісілерге қазақ айтады, ел кездегі 3-ке дейін дейді ғой. Алғашқы сол таңдалынған 3 оқырманымызға осы жанұя кітабымыздың 2-ші басылымынан осы арнамыздың атынан сыйлық беретін боламыз. Сол үшін соған атсалысып, осындай пікір қалдырыңыздар. Алла Тағала баршамызға жар болсын. Осы бойдақтарымыз аман-есен теңін тауып, отбасы құруларын Алла нәсіп етсін. Ал некелескен жастарымызға сол некелеріңіз бақытты, баянды болып, осындай керемет үлгілі отбасы боларыңыз нәсіп етсін. Енді арнамыз осылай әр айда тоқтамастан осы өз кезең-кезеңімен
осы подкасттарымыз шыға беруді алла нәсіп етсін. Баршаңызға рахмет.